Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгінгі сабақ өте жоғары деңгейде өтеді, Құдай қаласа. Бүгін квантовый скачок, квантовый әлем туралы, квантовый скачок жасау үшін не істеу керек туралы қайтадан естеріңізге салып өтем. Қайтадан бір апта өтті ғой, енді 8-ші сабаққа келдік. Жаңа деңгейге шығу үшін квантовый мирдан, квантовый әлемден, квант деген түсініктен ауытқып кетпеу керек. Сондықтан бүгінгі сабақ кванттық әлем жайлы, квантовый физика жайлы болады. Сондықтан квантовый скачок жасаймын деген адамдар жақсылап отырып алыңыздар. Достарыңызды, туыстарыңызды шақырыңыздар. Әлі 30 күн сабақ қалай өтесіңіз білмеймін, бірақ адамдар азайып кетті, негізі көбейту керек. Осыған бас қатырайық бүгін. Адамдарға көп мүмкіндік берейік оқуға. Қанша жалқауланса да, қанша қырсықтанып оқымайым десе де, соларды оқытуға тырысайық. Адамдардың өзінің еркіне берсең оқымайды, сол үшін тарту керек. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма жалпы? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Өмірлеріңіз қалай болып жатыр? Сол жайлы айтсаңыз. Жеті күндік сабақта қандай нәтиже жатыр? Кімде қандай өзгеріс болып жатыр? Кімде қандай өзгеріс болып жатыр? Кімде жеті күндік сабақта қандай өзгеріс болды? 7 күндік сабақта кімде қандай нәтижелер болатыр қуантатындай адамды? Бүгінгі сабақ сол квантовый әлем туралы, квантовый скачок жайлы қайтадан басынан бастап кішкене еске түсіреміз. Сондықтан жақсылап, менде клиенттер көбейді дейді. Қанша адамға көбейді? Табыс қалай көбейді, соны толығырақ айтсаңыз. Жүріп бастадым таңда дейді. Басыма кіре алмай жүрген ойлар келіп жатыр, түсінбеген, миға кірмеген өзгерістер дейді. Тамаша. Қайырлы таң, менің миымда қопарылыс болып жатыр дейді. Өте мықты сабақ беріп жатасыз дейді. Қырғызстанға, Қарақалпақстанға, Өзбекстанға баруға дайынбыз. 100 адам жиналсаңыздар, айтасыздар, уақытын қоямыз, бара қаламыз. Кітапты сатып алсаңыздар болды, тек қана 7,5 мың теңгеге болды. Арекеңдерге барайық, қырғыз бауырларға барайық, Бишкекті шулатып тұрып сабақ өтейік, қырғызша үйреніп алайық, арасында қырғызша айтып қояйық. Нөкіске барамыз, проблема жоқ. Нөкістің қақ ортасында Ташкент гостиницаның ішінде сабақ өтеміз әдемілеп тұрып. Давайте дайындалыңыздар. 100 адам неужели Қарекеңден, неужели Қырғызстаннан шықпайды? Бишкек пен Нөкіс, біз сіздерге барамыз. Өзбекстан болса Ташкентке де баруға дайынбыз. Өзбекше сөйлеу керек па, өзбекше сөйлейміз. Қырғызша сөйлеу керек па, қырғызша сөйлейміз. Бәріміз бір ұлтпыз ғой негізі. Қазақ, қырғыз, өзбек, қарақалпақ деген. Тек аттарымыз әртүрлі болып кеткен да. Бәріміз бір түркіміз. Бәріміз бір түркінің баласымыз. Разбор жасаймыз деген едіңіз дейді. Миллионерлермен танысып ұсыныстар келіп жатыр. Табыс көздері шығып жатыр дейді. Тамаша дейді. Ассаламу алейкум дейді. Уалейкум ассалам, Ақсыңгүл Азатовна. Өзімді танып бастадым дейді. Назерке Алимова. Керемет. Менде пока жоқ, толық қатыса алмай жатырмын. Өткен видеоларды көріп шығу керек қайтадан дейді. Барлық сабақты 100% көрмесеңіз, ысырап қылсаңыз, ол дұрыс емес нәрсе болады. Жүрмейді, даму болмайды. Сондықтан бұған дейінгі сабақтың барлығын қарап шығыңыз, бөлісіңіз, өзіңіз ғана біліп қоймай басқаларға айтыңыз. Өте мықты сабақ беріп жатасыз дейді.
Юлдашева мұсылманбыз дейді. Ол мұсылман, бірінші біз түркіміз, бірінші біз қазақпыз, потом мұсылман, мынау деген нәрсе, христиан деген нәрселер потом болады. Бірінші өзіміздің ұлтымызды түсініп алайық, тарихымызды. Сосын барып ана жақта кетеміз. Құдай қуат берсін дейді. Рахмет. Разборды жасаймын мен қазір, бірінші сабаққа, темаға кіріп алайын. Ақшаға деген көзқарасым өзгеріп жатыр. Неліктен қарызға кіріп жүргенімді түсіндім дейді. Түсінсеңіз болды. Енді шығуды түсінсеңіз, қалай шығуды. Давайте көздерімізді жұмайық, проработка бастайық, проработка жасайық бүгіннен бастап. Кәсіпорын салып, отандық өнімді өндіруге, шикізатты мемлекеттен тауарлық өндіріске көшуге қалай қарайсыз? Копи продай болып кетті, мемлекет даму бағдарламасы өзгеріс енгізу керек сияқты дейді. Енді жайлап болады ғой. Жаныңда Қытай тұрған кезде олармен конкурент болу өте қиын, кішкене эмоцияға беріліп, өндіріс дей бермей, шамаңа қарау керек, көздеу керек та, шамаңа қарап, аяқ. Мына жақта 100 мың, миллион заводы бар Қытай тұрғанда, оның дәл сондай өнімді олардан арзан қылып шығара алмаймыз да біз. Өзім бірінші өнім екенімді түсіндім, жеке бренд қалыптастыруды ойлап жүрмін дейді. Асия Матнязова, жарайсыз, жүрегімді тазартып, өмірге деген көзқарасым өзгеруде дейді Гүлназ Бекетова. Ой, міне, молодец. Гүлназ Бекетова деген өзіміздің Эрсак нүкте Орал 07 деген кісі. Енді Гүлназ Бекетова 84 топта. Ана 84-іңізді жайлап техничный алып тастаңыз, 84-ші жыл екеніңізді айтпаңыз ешкімге. Жылыңызды, сіздің қай қаладан екеніңізді ешкім білмеу керек қой. Жолымыз ашылып жатыр дейді Алия Штор. Алия Штор, Алия парақшаңыз нормально өткен шығар бұйырса. Қытайға тамақ өндіре берейік. Қазіргі таңда, Қазақстандан егін, тамақ сияқты заттар. Керісінше Қытайға өндіріп сату керек қой бір нәрселер. Бір-екі клиенттерге көбейді дейді, примерно 5-10 мың теңгеге өсті дейді. Ой, молодцы. Сөйтіп соған қуана білсеңіз, одан да жақсы өседі. Сабақ сақталады ма дейді. Сақталмайды сабақ. Қазір көріп қалыңыз, кейін көре алмайсыз. Болды, комментарийді өшіреміз. Бұлай денемізді тік қоямыз да отырамыз, қараңыздар. Денемізді тік қоямыз. Арқамызды тегістейміз, қолымызды қоямыз, отырамыз. Болмаса жатсаңыздар болады. Көзімізді жұмамыз, денемізді тіктейміз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызды жұмып тұрамыз. Ауызбен шығарамыз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Глубокий вдох, выдох. Осылай 7 рет жасайық, давайте. Тез. Денеңізді, аяқтарыңыздың башпайларыңыздан бастап, балтырларыңызды, тізеңізді, сандарыңызды, беліңізді, арқаңызды, қарныңызды, көкірегіңізді полный расслабиться етіңіз. Қолдарыңызды, саусақтарыңызды полный расслабиться етіңіз. Иіндеріңізді, мойындарыңызды, беттеріңізді, көздеріңізді, шаштарыңызды, құлақтарыңызды, мұрныңызды, аузыңызды, тісіңізді, ерніңізді, бетіңізді, барлық иініңізді, жағыңызды полный расслабиться етіңіз. Полный расслабиться етеміз. Денеміз тызылдайды қазір. Тызылдайды денеміз. Полный расслабиться етеміз. Мен көздеріңізді жұмып отырыңыздар. Көздеріңізді аш демегенше көздеріңізді жұмып отырасыздар. Өзім айтам. Аш деп. Бәріңіз істеңіздер. Жатып істеңіздер, отырып істеңіздер, әйтеуір істеңіздер. Енді бүкіл энергияны, бүкіл фокусты, бүкіл назарымызды, бүкіл вниманиені
мына шекеміз бар, маңдайымызға, соған маңдайымызға бүкіл энергияны жұмсаймыз. Бүкіл энергияны маңдайымызға жұмсаймыз. Бүкіл энергия маңдайымызға жұмсаймыз. 5 рет тез тыныс аламыз. Мұрынмен дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Бүкіл внимание, фокус маңдайда тұру керек. Енді бүкіл вниманиені екі қастың арасына бөлеміз. Бүкіл энергияны екі қастың арасына бөліңіз. Екі қастың арасына бүкіл вниманиені, назарды, фокусты бөлеміз екі қастың арасына. Бүкіл назарыңызды бір нүктеге қадайсыз, екі қастың арасына. Бүкіл фокусты энергияны сол жерге жинайсыз. Енді 5 рет тез тыныс алайық. Бүкіл фокус тынысқа кетеді. Ол қастың арасын ұмыта тұрыңыздар. Мұрынмен терең дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Бес рет болды ғой. 5 рет болса, енді бүкіл фокусты екі көздің арасына бөлеміз. Екі көздің арасына бүкіл фокусты энергияны, назарды бөлеміз. Бүкіл энергияны екі көздің арасына бөлеміз. 5 рет тыныс аламыз терең. Мұрынмен дем аламыз, тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Бүкіл фокусты мұрынның ішкі қуысына бөлеміз. Мұрынның ішіндегі қуысқа бөлеміз. Бүкіл фокусты, назарды, энергияны мұрынның ішіндегі қуысқа бөлеміз. Мұрынның ішіндегі қуысқа бүкіл энергияны, фокусты, назарды бөлеміз. Мұрынның ішкі жағына. Бес рет терең дем аламыз. Мұрынмен терең дем алып, ауызбен шығарамыз. Бүкіл фокусты мұрын мен еріннің арасындағы жерге бөлеміз. Мұрт шығартын жер бар ғой, сол жерге бүкіл фокусты бөлеміз. Бүкіл фокусты, назарды, вниманиені, энергияны мұрт шығатын жерге, мұрын мен еріннің ортасындағы бөлікке, сол аймаққа бөлеміз. Бес рет терең дем аламыз. Мұрынмен терең дем алып, ауызбен шығарамыз. 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 Енді бүкіл энергияңызды, өзіңізді бақыттымын деп ойлаңыз. Қазір 3 рет терең дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Мен бақыттымын деп 3 рет қайталаңыздар.
өзіңіздің бақытты шақтарыңызды еске алып отырып, ең бақытты шақтарыңызды еске түсіріңіздер да, мен бақыттымын деп 3 рет айтыңыздар. Мен бақыттымын, мен бақыттымын, мен бақыттымын. 3 рет айтыңыздар. Мен бақыттымын, мен бақыттымын, мен бақыттымын. Бүкіл бақытты шақтарыңызды еске алып, мен бақыттымын, мен бақыттымын, мен бақыттымын. Бақытты шақтарыңызды еске алыңыздар, денеңіз тызылдап кәдімгідей рахаттанады, аяқтарыңызда, қолдарыңызда энергия пайда болады. 3 рет терең тыныс аламыз, мұрынмен, ауызбен шығарамыз. Маған өзім қалаған ақша келеді. Маған өзім қалаған ақша келеді. Маған өзім қалаған ақша келеді деп 3 рет айтып, өзіңіздің қалаған сумманың сіздің қолыңызда тұрғанын елестетіңіздер. Мидағы блоктарды, кедергілерді алып тастаймыз да, түп сананы оятамыз. Маған өзім қалаған сомадағы ақша келеді. Маған өзім қалаған сомадағы ақша келеді. Маған өзім қалаған сомадағы ақша келеді. Өзіңіз қалаған қанша ақшаны қалайсыз, соның келіп жатқанын, санап жатқаныңызды, сейфке салып жатқаныңызды, банкке салып жатқаныңызды, барлығын көріп, бақытты болып жатқаныңызды елестетіңіз. Үш рет терең дем аламыз, мұрынмен, ауызбен шығарамыз. Мен сабаққа қалмай белсенді уақытында қатысамын. Мен сабаққа қалмай уақытында белсенді қатысамын. Мен сабаққа қалмай уақытында, кейінге қалдырмай, кейіннен қарай салам деген жоқ. Мен сабаққа уақытында белсенді қатысамын. Мен сабаққа уақытында белсенді қатысамын деп 3 рет айтыңыздар. Өзіңіздің белсенді қатысып жатқаныңызды, қандай эмоцияңыз бар, қандай нәтижелеріңіз бар, қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын шығарып тастаңыздар, іште сақтамаңыздар. Достарыңызға айтып жүріңіздер күнде. Бөлісіңіздер, парақшаңызда салатын контент болмаса, менің айтқан нәрселерімді, мен айтып жүрген материалдарды айта беріңіздер. Ең бастысы парақшаны тектеуді ұмытпаңыздар. Парақшаға достарыңызды шақырыңыздар. Олар бізге келіп тегін сабақ оқыған үшін тек қана жақсылық, бақыт тілейді. Сондықтан жан-жағымызға жақсы энергетика берейік. Ақша келу үшін айналамызға қуаныш сыйлау керек, айналамызға пайдамыз тигізуіміз керек, дұрыс па? Сондықтан сабаққа белсенді болып жатқаныңызды, қалмай уақытында қатысып жатқаныңызды, іште қандай сұрақ бар, қандай қорқыныш бар, қандай үрей бар, қандай қуаныш бар, қандай эмоция бар, барлығын шығарыңыздар. 7 рет терең дем аламыз. Өзіңізге керек сома ақша келіп жатқанын, сабаққа белсенді қатысып жатқаныңызды, және үлкен квантовый скачок жасап жатқаныңызды, қазіргі жағдайыңыздан 100 есе, 10 есе, 1000 есе артық дамып жатқаныңызды, табысыңыздың 100 есе, 1000 есе, кемі 10 есе дамып жатқанын елестетіңіз. Сөйтіп 7 рет терең дем аламыз. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын деп 3 рет дауыстап қайталаңыздар. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын. Мен Нұрлан Жанай мырзаның сабағына қатысып квантовый скачок жасаймын деп 3 рет айтыңыздар, сезініңіздер, квантовый скачок жасап жатқаныңыз. Квантовый скачок сізді 10-шы, 20-шы деңгейге көтереді. Қазір сіз 0-шы, 1-шы деңгейде жүрсіз. Қиналу, күнкөріс, қарыз деген деңгейде жүрсіз. Минусқа кіру деген деңгейде жүрсіз. Ол деңгейден 10 есе, 20 есе жоғарылауымыз керек. Мен сабаққа кемі 100 досымды шақырамын. Мен сабаққа кемі 100 досымды шақырамын. Мен сабаққа кемі 100 досымды шақырамын деп дауыстап айтыңыз. Денеңізде энергия пайда болады. Жақсылық жасау керек, айналаға энергия тарату керек, пайдаларыңыз тигізіңіздер.
өздеріңіз сабақ өте алмайсыздар, өздеріңіз жұртқа тегін нәрсе бере алмайсыздар деп хотя бы біреудің тегін нәрсесін бөлісіңіздер. Олар сізге рахмет айтып жүреді өмір бойы. Осы кісіге таныстырған үшін, сабаққа кіргізген үшін рахмет. 7 рет терең дем аламыз, сабаққа 100 досымызды, 1000 досымызды қосып жатқанымызды елестетеміз. Терең дем аламыз, мұрынмен, ауызбен шығарамыз 7 рет. Бүкіл денеңіздегі рахатты сезініңіздер. Бүкіл үлкен ақша тауып жатқаныңызды, бақытты болып жатқаныңызды елестетіңіздер. Қазір 1-ден 5-ке дейін санаймын, көздеріңізді ашасыздар бірден. Дереу қандай нәрсе сезіндіңіз, не сезіндіңіз, қандай ақша көрдіңіз ба, аспанға ұштыңыз ба, бақытты болдыңыз ба, барлығын көзіңізді ашып бөлісіңіздер комментарийде. 1, 2, 3, 4, 5, оян. Давайте комментарийде бөлісіңіздер. Қалай болды проработка? Кішігірім проработка сымақ қой бұл енді. Проработка сияқты нәрсе. Денеңізде қандай энергия пайда болды? Миыңыз демалды ма? Қандай нәтиже болды? Барлығын кайфовать етіп жазыңыздар, рахаттанып. Қандай болды? Не сезіндіңіздер? 1000 досыңызды, 100 досыңызды, 100 туысыңызды, 100 ағайыныңызды, достарыңызды, туыстарыңызды сабаққа қосуға дайынсыздар ма енді? Миларыңыз дайын болды ма? Көрдіңіздер ма? Ұшқан сияқты дейді. Кім жылағысы келді, кім бақытты болды, кім денесі дызылдады, кім ұйқысы келді, кім ақша көрді, кім өзінің бақыт шақтарын еске алды, дене босайды, аяғым алақаным дызылдады дейді. Дызылдаған вибрация, дыз деген вибрация, демек денеде энергия пайда болды. Қараңыздаршы, менің бетім қалай нұрланып кетті, ағарып кеттім кәдімгідей. Денем қалтырап дірілдеп тұр дейді. Сол денедегі қорқыныштар шығып жатыр. Менің желкем ауырып тұр дейді. Желкедегі ауыр жүк кішкене күш салып жатыр. Көзден жас тоқтамады дейді. Денем жыбырлап мұздай болды дейді. Стамбулда саяхатта жүрмін дейді. Көрдіңіздер ме? Стамбулға кетіп қалды адамдар. Денем қалтырап дірілдеп тұр. Күшті болды, қатты есінеп көзден жас ақты дейді. Тыныштықты сезіндім дейді. Не керек? Соны сезінесіздер ғой қысқасы. Не керек? Соны сезінесіздер. Аяғым, алақаным, мен жеңіл болдым, күшті дейді. Ұшасыздар, просто ұшасыздар. Ұшып жүрдім, денем дірілдеп кетті дейді. Көп. Мен осыдан 5-6 жыл салонға барып, машинаға отырып, көрген машинам наличка алып жатқанды көрдім дейді. Ой, мен бақытты шақта елестеттім, көзіме жас келді дейді. Менің мұрным ашыды дейді демалғанда. Ол нормальный, бәріміздің де көзіміз ашиды. Көзімде жас келді, денем дірілдеп келді, ұшып жүрдім дейді. Маңдай дызылдады дейді. Ақша келіп жатқан сезіндім дейді. Гүлзира Қыланова, жауапкершілік, бақыт, қуаныш, қомақты ақша дейді. Денем ысыды, дызылдады дейді. Лайла Балаубаева. Арқам ауырды, тамақ ауырды, жыладым дейді. Бұлбұл Қадырбаевна. Инста әлемім айтады, демалысым жеңілдеп қалды дейді. Осы жылға мақсат 280 миллионды көрдім дейді. Ойбай, керемет. Бір чемодан 1 миллиард ақша көрдім дейді. Мәссаған. Кәсіпиме ақша түсіп жатқанын көріп бақытты болып кеттім ғой дейді. Нұршат айтады. Айманнан айтады, әкемді елестетіп рахаттанып бақытқа бөлендім. Кеудемді бірінші кезде ұрғыладым, ауырды ма сондай болды дейді. Міне, кайф деген. Мен үлкен жол көрдім, жеңіл болдым дейді. Денем жеңіл, Режепов айтады. Тоғжан Мамраев айтады, денем жеңілдеп қалды дейді. Бағдагүл Мұратқызы, таңғы серуенде жүредім, көзді толық жұмалмадым. 10 миллион теңгемен 5 миллион долларды есептеп жатырмын. Аяғында дипломат болған ақша дейді. Біз көз алдымызға нені елестете аламыз, оны шын мәнде реальностьта, яғни шынайы өмірде оған жете аламыз. Ең бастысы біз миымызды сендіруіміз керек. Миымызды солай көз алдымызға визуализация жасау арқылы, денемізбен сезіну арқылы миымызды сендіреміз. Миымыз ол ақша бар ма, жоқ па, ми оны реальность пен нереальностьті ажырата алмайды. Біз миға мынау рас, мынау шынымен болып жатыр деп айтсақ, ми соны қабылдайды. Сондықтан сіздер 5 миллионды көрдіңіздер ма, демек блок жоқ сіздерде. Поток ашық, квантовый скачокқа дайынсыз. Тек қана не істеу керек? Сол денеге соны мимен сезініп, көзбен көрген кезде визуализация жасап,
денеміз дызылдаған кезде сол дызылдаумен жұмысты істеу керек, сол дызылдаумен сториске шығу керек, сол дызылдаумен енді вибрациямен адамдарға вайп қой, вибрациямен вайппен адамдарға сабақ өту керек, адамдарға сторис түсіру керек, рилс түсіріңіздер, рилспен жарыңыздар Қазақстанды, бүкіл әлемге қазақ халқының қандай мықты екенін көрсетейік. Тек қана қазақша контент жасап қоймай, орысша, ағылшынша, түрікше, украинша, қытайша, парсша, өзбекше, бүкіл тілде жасайық. Барлығыңыз осыны түсініп алыңыздар. Бізге күйбең тіршілікпен жүретін адамдар емеспіз біз. Ойбай, қарызым бар, анау, мынау деген ол страдающий халықтың әңгімесі. Ол страданиеде жүрген адамның әңгімесі. Сіз күнкөріс емес, күнді ғана көрсем болды деген ойдан арылыңыз. Сіз 5 миллион долларды көріп тұрсыз. Сіз 1 миллиардқа мақсат қойып тұрсыз. Үлкен мақсаттарды қойыңыздар. Қазіргі потенциалымызға қарап армандаудың қажеті жоқ. Миымыздың жеткен жеріне дейін армандайық, достар. Нағыз квантовый скачок сол кезде болады. Менде көп ақша көріп жатып қуандым дейді. Денем тітіркеніп кетті дейді. Маған пачка ақша келе жатқандай Каспиймен маған салып жатыр дейді. Тоғжан Мамраев айтады. Жәмиля Хылыфы, Тарас. Жас кезімде елестеттім, мықты кездер еді. Қыздармен күнде қаңғырушы еді, еш кедергі болмаушы еді. Қазір де қаңғырыңыз. Қалағанша қаңғырыңыз. Бүкіл әлем сіздікі. Шектелмеңіз. Ішіп, шегіп кетпесеңіз болды, есіңізден адаспасаңыз болды. Дұрыс қаңғыратын болсаңыз, қаңғыра беріңіз. Күні-түні қаңғыра беріңіз. Жақсы адамдармен қаңғырыңыз, жақсы жерлерде қаңғырыңыз. Лағып кетпеңіз, главный. Соңғы жағында қосылып үлгердім, машинаға отырып жатқанды көрдім, үй алып жатқанымыз, парашютпен секіріп жатқанымды көрдім дейді Шолпан Райс айтады. Шолпан Райс, жарайсыз. Жәмиля, жарайсыз. Белсенді бол. Айда ұшып жүрмін дейді. Ойбай, көрдіңіз бе, жерде. Біз квантовый скачок деген осы ғой, біздің миымыз аспанға ұшып кетіп қалған кезде космостан сол айға ұшып тұрып, өзіңе бүйтіп жерге қараш, өзіңнің қалай қиналып, жылап, андай батпақта жүргеніңді сезінесің. Көрдіңіз ба? Өзіңізді сырттан қарау керек та, былай сырттан қарау. Квантовый скачок деген сол. Өзіңізге не жетпей жатқанын өзіңіз білесіз. Өзіңізге өзіңіз психологсыз, өзіңізге өзіңіз мотиваторсыз, өзіңізге өзіңіз менторсыз, өзіңізге өзіңіз собеседник, сұхбаттасушысыз, өзіңізге өзіңіз ұстасыз. Осыны ұмытпаңыздар. Өзіңізбен өзіңіз сөйлесуді үйренген кезде, өзіңізді сырттан бақылап, өзіңізге мотивация бере алған кезде, давай, не ішінде қиналып жүрсің, маған бүйте жасай деп сырттан қараған кезде көрініп тұрады ғой. Сөйтіп айтқан кезде сіз дамисыз. Визуализация деген өте үлкен инструмент, ағайындар. Мен неге сіздерге 7 күннен бері жасамадым бұл нәрсе? Неге бүгін 8-ші күн жасап жатырмын? Әдейі сұрыпталсын деп, әдейі достойный адамдар кірсін деп, әдейі шыдасын, әдейі сабырлы болсын деп. Енді болды, күнде проработка жасаймыз. Бүкіл Қазақстанды таңертең 7-де оятайық. 7-де сабаққа қатысу үшін кемі 6-да тұру керек. 6-да тұрса Қазақстанда хотя бы 10 000 адам. Өзгереміз біз, дамимыз. Өте күшті. Мен 1000 досымды шақырып жатырған эфирге кіргізгенімді көрдім. Ол 1000 досыңды шақырғаныңызда, мысалы, маған жаңағыдай бір приятно болады. Маған жақсылық жасайсыз бірінші кезекте. Мен қуанамын. Жаңа адам аудитория келсе, жаңа қолдаушы орта келсе, мына жерде адам көп болса, ойлаңыздар, біз жаңа 250 адам проработка бір уақытта жасадық. Яғни 250 адамның фокусы, 250 адамның ойы бәрін бір жерге жинатып онлайн болсақ. Біз барлығымыз бір квантовый поледе тұрдық, жаңа 250 адам. 250 адамның күшімен біз армандай аламыз. 250 адамның күшімен, білімімен жұмыс істей аламыз. Енді елестетіңізші, 10 000 адам бірігіп проработка жасасақ, таңертең не болады? 10 000 адамның күші, 10 000 адамның энергиясы, 10 000 адамның арман мақсаты сізге дух береді, күш береді, рух береді. Сол дәрежеге жетейік, құрметті достар. Бұл деген оңай зат емес. Сол үшін таңертең сабаққа қатысушылар көбейтейік деп жатқам сол. Тегін білімді қызғанбайық. Одан кейін Құдай біледі қашан тегін өткізетініміз. Сол үшін бір тегін өткізген кезде түйенің қарны жарылған күнде біз не істеуіміз керек? Құдайдың беріп тұрған нәрсе, қараңғы нүктелер жоқ болған көрінеді. Ол қараңғы нүктелер сіздің реніштеріңіз, ол қараңғы нүктелер сіздің блоктарыңыз, ол қараңғы нүктелер сіздің өкініштеріңіз, ол қараңғы нүктелер сіздің жаңағы таракандарыңыз миыңыздағы. Анау болмайды, мынау болмайды, бүйтсең сөйтіп қаласың, сөйтсең үйтіп қаласың деген тастар кетті. Сіз енді еркін құссыз. Ұшыңыз қалағанша, самғаңыз, қыран құстай самғай беріңіз. Визуально самғап тұрып, соны офлайнда жұмыс істеу керек та кәдімгідей.
Құдай берген, Құдай берген қуанышты сезіндім дейді. Қарыздарынан түгел құтылғандай болдым дейді. Тоғжан Мамыраев айтып отыр. Айгүл 08-03-83 айтады. Визуализация жасаған күні сол нәрсе болады обязательно дейді. Көрдіңіздер ме? Болады. Қазір көресіздер. Бүгін ертең сұраймын ғой, қалай ақша түсті ма, ұсыныстар пайда болды ма өміріңізде? Өздеріңіз шок боласыздар. Сол кезде ой, Нұрлан аға біліп айтқан екен ғой. Өсіп жатқанымды, осай ұшқанымды көрдім дейді. Моника Coral Club айтып отыр. Coral Club'тың жұлдызы боласыз, Құдай қаласа. Оразаңыз қабыл болсын дейді. Әумин. Алланың нұры жаусын дейді. Сахи баба 770 айтады. Алланың нұры жаусын, сәттілік тілеймін, дәулетті, берекелі, ризық мол болсын, Алла разы болсын дейді. Эфир сақтала ма деген сұрақ ең жек көретін сұрағым, сондықтан қоя бермеңіздер. Сақталады, бірақ ол кезде живой энергетиканы сезінбейсіз да. Кинотеатрдан кино көрген қалай? Жамағаттан отырып. Немесе компьютерден соткадан кино көрген қалай? Екеуі екі түрлі атмосферада. Құрметті достар, YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Не бар сіздің YouTube каналда? Гүлназ Бекетова 84 айтады. Өзіміздің Эрсак Орал 07 ғой баяғы. Өзгерді, көрдіңіздер, адам аккаунтын өзгертіп отыр, атын өзгертіп отыр, суретін қойып отыр. Сабақтың бірінші, екінші күні миллион теңге жазу қиын болып еді дейді. Тыңдаңыздар. Бірінші, екінші күні миллион теңге жазудың өзі қиын. Елестету, табу деген бөлек әңгіме, жаза алмайды. Қиын болып еді дейді. Жазғанда тек 100 000 теңге адам асыра алмайтынмын дейді. Яғни 5-ақ нөлден аспайды ғой. Қол қимылдамайды 6-7 нөлге қарай. Қазір қолым дейді. Миллион теңге қиналмай қуанып тұр жазамын дейді. Миллиардты жазсаңызшы тағы да бір 3 нөл қосыңыз. Аяйсыз ба Құдайдың нөлдерін тегін. 3 дөңгелек қоссаңыз миллиард болады. Мен ақша көп көрдім дейді. Сейфке салып жатқанымда көрдім дейді. Ақбаева айтып жатыр. Мира Одежда Түркия айтады. Үлкен магазин аштым дейді. Түркиядан ашыңыз магазин. Қазақстанда қайырлы күн қазағы. Керемет, супер дейді. Эфир сақтала ма деген сұрақты қоя берген адамдарға ренжимін дейді. Күнде осы уақытта болады ма дейді. Күнде осы уақытта 7-те болады, таңертең Алматы уақытымен. Мен енді кірдім. Алдыңғы жаңадан кірген достар, алдыңғы сабақтардың бәрін қарап шығыңыздар. Менімен дұрыс танысыңыздар. Менің энергиямды толық алу үшін, сезіну үшін, бір-бірімізге үйренісу үшін не істеу керек? Алдыңғы сабақтардың барлығын сақтап қойдым. Соны қараңыздар ерінбей. Әрине сабақ көп. 7 сабақ, әрқайсысы 1-2 сағаттан сіздің бір күн уақытыңызды алады. Бірақ әйтеуір қараңыздар, конспект жазыңыздар. Рахмет айтасыздар, Құдай қаласа. Мен ай сайын 20 миллион теңге тауып жатқанды көрдім, сездім дейді. Оянғанда да сол тұрды да, далада мені күнде 20 миллион теңге күтіп тұр, мені тапсай, алсай деп дейді. Солай ғой, по факту солай. Жаңағы уәдемді орындай берейін деп 77 адамға таратып тастастан. Міне, сөзден іске көшетін адамдар. Инста әлемімге рахмет, Алла разы болсын, Алланың нұры жаусын. Карла айтады, дұрыс айтасыз дейді. Құлағыма ілім жатқан лапшаны көрдім дейді. Құлағыма жатқан лапшаны, лапша жей сонда жақында. Серьезно айтып отырсыз ба, құлағыма лапша деп, или издевать етесіз. Таңғы 4-тен күтеміз сізді, намаз оқып, секрет көріп отырам дейді. Ой, бәрекелді, Алла разы болсын. Сахарлікке тұрамыз азанда дейді. Сәріге тұрамыз деген сөз ғой. Керемет дейді. Полотенциядан құмалақтар түсіп жатыр дейді. Неге дейді? Құмалақ деген байлық деген сөз ғой. Ертең бола ма? Күнде болады. Бүгін 8-ші күн, әлі 30 күн болады. Марафоннан соң үлкен сумма келді маған дейді. Қанат бөлсем деп айтып едіңіз ғой. Қанша сумма келді? Айтыңыз да айтты. Бақытты қызды. Сосын қанат үлкен сумма келсе, реалити шоуға қатысыңыз. Онлайн реалити шоуға 5 адам алам бүкіл Қазақстан бойынша. 300 мың теңге, 500 мың теңге емес, 300 мыңға эфирге қатысып жүрген адамдарға 300 мың теңгеден 21 күн бойы күнде отчет беріп отырасыздар. Аптасына 3 рет сабақ өтеміз. Күнде отчет беріп, күнде дамисыздар. 21 күнде квантовый скачокты менің энергетикамды жақсы сезінесіздер. 5 адам алам. Бүкіл Қазақстанда сұраныс көп болып кетсе, 10 адам. Алматыда 5 адам алам. Оффлайн тірілей жұмыс істейміз Алматыда. Қазір Алматыда уже 2 орын бос емес, 3 орын бар Алматыда. Кеше 2 адамды алып қойдым. Алматыда 3 орын бос, бүкіл Қазақстан бойынша 10 орын бос. 300 мың теңгеде реалити шоуға қатысып, жаңа деңгейге көтеріңіздер. Ақша бір жерден таптың ба, сол жерге ақшаны қайтарып салып отыру керек. Ақша шыққан жерді белшесінен қазайды. Бір жерді қазасың, сол жерден алтын шықты ма, сол жерге инвестиция салып қайтадан сол жерді қаса беру керек. Күрекпен қазып жатсың ба, ломмен ұрып қазу керек. Келесі деп
дырылдатып қазу керек деген сияқты. Ақша бөлу керек. Бақытты кезде еске түсір деген кезде алғаш рет 8 жасымда кинотеатрдан Алибаба 40 разбойниктің киносын көргендегі әсерім еске түсті. Сол эмоция қайтару керек. Мен Қарақалпақстаннанмын дейді, Фортуна деген айтып жатыр. 44-77 секунд. Сабаққа таңғы уақытта көп эфирге қатыса алмай жатырмын. Бірақ күндіз күні сабаққа қарап естіп көремен дейді. Көремен дейді. Көрдіңіздер ма? Көріп жатыр ағайындар. Қазақстанда отырып сендер жанымда Алматыда отырып көрмей жүрсіздер, адамдар нүкісте отырып қарап отыр. Көрдіңдер ма? Рахмет. Қарақалпақ халқына рахмет. Қарекеңдерге иіліп сәлем берем. Аман болыңыздар. Үйде отырған анамын дейді Садыр 75. Таңғы 04:20-да тұрған соң намаздан соң Құран оқып болды дейді. Көрдіңіз ме? Құран. Это великий слово. Сіздің сабағыңыздан кейін сағат 09-дан ұйықтай кетем, ұйқыны жеңе алмай жүрмін. Күйеуім әбден еркелетіп тастапты. Енді ол болмайды, дұрыс емес ұйықтаған. Түстен кейін ұйықтап алсаңыз болады, бір сағат көреді. Бірақ таңертең тұрып алып ұйықтаған дұрыс емес. Жұмыс істеп кету керек. Серуен ұйықтаймын деген кезде далаға шығып жүріп қайтыңызшы бір 1-2 сағат. Мен миллиондаған ақшамен жүремін дейді. Мен сіздің сабақта бірінші рет тыңдап отырмын дейді. Қараңыздар, бірінші рет тыңдап отырса да өзгеріп жатыр адамдар. Позитив әңгіме айтып жатыр. Мен сізден қазақтың Сайдмұрат Давлатын көремін. Кішкене қазақы мінез бар. Айқайлайтын, мүмкін үйретемін деп қазаққа шаршап кеткен шығарсыз. Алға дейді. Жоқ, Құдай сақтасын, шаршамаймыз. Гүлназ Тәжібаева, мен қазақтың Сайдмұрат Давлатов емес, мен бүкіл әлемнің Сайдмұрат Давлатымын. Мен бүкіл әлемнің Илон Маскымын. Мен бүкіл әлемнің Тони Робинсымын. Мен бүкіл әлемнің Мать Терезасымын. Бүкіл әлемнің Махатма Гандимын. Бүкіл әлемнің Сатқ. Жарайды, айтпай қойын. Шайхи Васил айтады, мен бақыттымын деп қайталап отырғанда қай кезде шынайы бақытты болғанды көрдім дейді. Әйгерім Тәтенова, 300 мың теңге супай ғой, Алматыдан болсам қат. Жоқ, бүкіл Қазақстаннан онлайн 300 мың теңге қатысуға болады. Алматыдан да 300 мың жарайды. Алматыда офлайн қатысуда 300 мың. Онлайн қатысуда 300 мың. Онлайнда қатысасыздар басқа қаладағылар. Сәресіден соң 1200 шақ жасап серуендеп сізді күтіп жүремін дейді. Енді давайте сабаққа өтейік. Рахмет комментарийлеріңізге. Жақсы не болды, деңгейге шықтық. Денелеріңіз дызылдап, күнде осылай дызылдап жүріп сабақ тастаймыз. Мә мынау презентация кішкене лағып кетеді екен, е? Көрінбей қалады екен, қалай істесем болады? Өте дұрыс міне. Бүкіл әлемнің Нұрлан Жанаймын. Мен ай сайын 5 миллион ба, 5 миллион теңге келіп жатқанын көрдім дейді. Менің миым енді сеніп жатқандай миллионға табуға дейді. Алла разы болсын сізге. Мотивация емес, ақша табу жолын, рекламасын жолын айтыңызшы. Кеше алдымдағы күн 3 күн ба 4 күн айттым, сол сабақтарды қарап шығыңыз. Сіздер өздеріңізге сенген кезде ғана реклама жүреді. Сіздер өздеріңізді таныған кезде, өздеріңіздің жан дүниелеріңізді түсінген кезде бизнес жүреді. Мотивация бермеңіз, анау бермеңіз деп маған өйтіп претензия айтпаңыз, жарай ма? Ұяттылады. Ұстазға қарсы шыққан адамның маңдайынан шапалақпен салып қалады тағдыр деген нәрсе. Сондықтан қатты қарсы ашуға болмайды. Өзімді сыртынан бақылау күнде неше рет дейді. Бір рет бағыласаң жетеді күнде. Ана презентация дұрыс болмай тұр. Қалай қылсам екен? Қазір бір кіріп өткізіп скриншот жасап жүрейін, е? Сәл дұрыс болмай тұр. Мына энергияны күнде алатын екі дүние бар деп айттым ғой өткенде. Өткенге өкіну, болашаққа күмәндану. Біз өткен шақтағы өзіміздің сәтсіздіктерімізді ойлай берген сайын біздің өткен шағымыз мынандай болады, осы шағымыз кішкентай болады, болашақтағы ойымыз мынандай болады. Яғни сенің ойың алға келмеген нәрсені ойлап тұрасың, сол жаққа энергия бөлесің, арттағы өтіп кеткен затқа энергия бөлесің. Сол кезде сізде реклама үйретіңіз бірдеңе деп айтып отырмын. Рекламаға жете алмай отырып қой ағайындар, біз әлі.
әлі страданиеде жүрміз. Қайдағы реклама, қайдағы бизнес, қайдағы ақша табу. Егер миың сенбей жатса, энергияң таңертең тұрып ұйықтап қалып отырсаң, сабаққа қатыса алмай, 100 адамға бөлісе алмай жатқан адамда қайдағы реклама, қайдағы біреудің тегін таратып жатқан нәрсесін біреуге айтуға қорқасып, ұялып, қызғанып жүрген адамда қайдағы реклама, қайдағы ақша, қайдағы ниша, қайдағы бизнес, дұрыс па? Әлі ол уровеньге жете алмай жатырмыз ғой, достар. Біз әне өткенге өкінішіміз мынандай да шармен. Фокусты осы дәл қазіргі моментке фокусты бөлу керек болса, мынандай қылып ше, бүкіл фокусты. Ол не істейді? Өткен жаққа мынандай энергиясын береді. Кішкентай энергиясы осы жаққа қалады, үлкен энергиясы болашаққа күмәнданады. Болашақта өзінің жақсы болатынына сенбейді, ертеңгі күніне жақсы болатынына сенбейді, ертеңгі күнде бақытты болатынына, бай болатынына сенбейтін адамда қайдағы реклама, қайдағы ақша табу. Әлі түсініп алсаңыздаршы, не үшін мен шырылдап күнде бір затты қайталай беремін. Мен біліп отырмын, аудиторияны сезіп отырмын. Аудитория бірден түсіп кеткеннен кейін екі есеге түсіндім, страданиеден шыға алмай жатырмыз әлі. Біз страданиеден қашан шығамыз? Мына жерде 1000-2000 адам отырған кезде уже реклама, только инструментті беремін. Қазір бізге инструментарий керек емес, мына жанымызды, рухымызды көтеріп алу керек. Сол болашаққа өткен затқа өтті, кетті, ұмытып, оны жауып, проработать етіп, бүкіл нені демаласта болды. Енді мен бұл историяны жабамын, бұл историядан сабағымды алдым, бұл историяға рахмет, Аллаға шүкір деп, сол историяны жіберіп тастау керек. Күйеуіңізден ажырасқан, таяқ жеген, ақшаңызды біреу алып бермей кеткен, дұрыс клиент затыңызды сатып алып дұрыс әңгіме айтпаған, короче, неудачный әңгімелердің бәрі, сәтсіз әңгімелердің бәрі деп шығарып салу керек. Болашаққа уайымдай бересіз, ертең мына балам қалай болады екен, мына балам оқуға түсе ма, мына қызыма қандай күйеу жолығады екен, менгіндей абьюзер күйеу жолықпай ма екен деген ойларыңыздың бәрін миыңыздан алып тастаңыз. Сіз осындай ойлар, жаман ойлар арқылы сондай жаман оқиғаларды өміріңізге тартасыз. Бүкіл энергияны өткен шақтыкі міне кішкентай болып қалу керек, вообще мән бермейді. Бүкіл фокусты қазіргі шаққа, осы шаққа. Болашаққа кішкене ғана бір энергия қалдыру керек болды. Кінәлай бермеу керек қой, өзімізді кінәлай берсек, бір неде тұра береміз мына презентацияда, бір нүктеде. Замкнутый круг дегенді білесіздер ма? Замкнутый кругта тұрасың. Бір жерде тұрасың, дамисың айтса, қайтадан бұрынғы орынға келесің. Вроде жұмыс істейсің, бірақ артқа кетіп жатсың. Артқа кетесің, дамисың, қайтадан бұрынғы орынға келесің. Дамисың, қайтадан бұрынғы орынға. Потому что кінәлау бар да, бәрін кінәлайсың. Ананы да кінәлайсың, мынаны да кінәлайсың, өкіметті кінәлайсыз, президентті кінәлайсыз, министрді кінәлайсыз, өзіңізді кінәлайсыз, әкеңізді кінәлайсыз, шешеңізді кінәлайсыз, көршіңізді кінәлайсыз, жалпы мені кінәлайсыз, кімді көрдіңіз өміріңізде, бәрін кінәлайсыз, өзіңізді де кінәлайсыз. Оның барлығына мына замкнутый кругта шығу үшін кешіру керек та, қабылдау керек. Адамдарды қалай бар солай қабылдау керек. Қатты ренжітіп қойғандарды кешіру керек. Біз кімбіз кешірмей? Алла тағала кешірімді, кешірімді Алла тағала, біз де кешірімді болуды үйренуіміз керек. Кешірімді болған кезде ғана не істейміз? Біз жаңа деңгейге көтерілеміз. Күнкөріс пен жасампаздық. Біз қазір күнкөріс деңгейінде жүрміз. Яғни бүкіл біздің табатын табысымыз қарызыңызды жабуға, кейде жетеді, кейде жетпейді. Тамағыңызды, бүгінгі тойып жейтін тамағыңызды табуға ғана жетіп жатыр. Бұл выживание деп аталады. Күнкөріс деген орысша выживание. Выживший деген бар ғой, Леонардо Ди Каприо киносы. Жалғыз өзі қасқырлармен төбелесіп, арпалысып, қыстың суығында жарақат алып сөйтіп выживать етеді ғой. Біз сөйтіп выживать етіп жүрміз. Адамдар спокойно, емін-еркін билеп, ойнап жүріп ақша тауып жатса, сізне Леонардо Ди Каприо деп жатып, бүйтіп қиналып деп жүрміз ғой біз. Осылай өмір сүріп жатырмыз. Ұрып тастаған сияқты, қасқырлармен арпалыс сияқты, өлемін, су, тамақ, қасқырлар келеді қасыңа, қасқырлар жемеңдер мені деп жүрміз біз страданиеде. Біз қайдағы реклама, қайдағы ақша табу, айналайын-ау, Бақытгүл ханым-ау, күнімізді әрең көріп жүргенде қайдағы энергия не дедіңіз жаңа, реклама жасап ақша табу дедіңіз бе, бірдеңе дедіңіз. Сол ойды айтқызып отқан сіздің выживание, сіз қорқасыз. Қазір үйреніп алмасам ертең үйретпейді мына кісі деген сізде страх, потеря бар. Жоғалтудан қорқасыз. Асығасыз.
асығасыз, бүгін алып қалуым керек, тез іске кірісуім керек, ертең өлем аштан деген ертеңгі күнге сенім жоқ сізде. Дұрыс па? Жаныңыз шығып тұр да, бүйтіп алғыңыз келіп өліп бара жатсыз. Шыдай алмай жатсыз ғой. Леонардо Ди Каприо батыс выжившийдағы. Выживать еткенді қойайық, болды, өмір сүрейік, нормальный адам сияқты. Біз бұл өмірге қиналу үшін, жылау үшін, еңіреу үшін, жұртты жамандап, жексұрын болу үшін келген жоқпыз. Біз бұл өмірге бақытты болу үшін келдік. Біз өмірге жасампаздық, созидательность, созидать етейік, создать етейік. Адамдарға берейік атасын әлет. Аямайық, мә. Бүкіл әлем, не, тамақ керек па, мә, білім керек па, мә, ақша керек па, мә, алғыс керек па, мә. Құдайға благодарный болайық. Жаңа деңгейге көтерілейік ағайындар. Бірінші этажда жүре бермей, 5-ші, 10-ші этажға көтерілейік. Күнкөріс деген табиғат берген мүмкіндіктермен ғана шектелу. Табиғат жүру деген мүмкіндік берді. Жартып жүрмейсің ғой, жатасың сасып. Таңнан кешке дейін ораза ұстап жатырмын деп міндет қылып. Ораза ұстап жатырмын деп бір Құдай үшін ұстап жатқан сияқты да бір. Мәжбүрлеп ұстатып қойған сияқты. Ораза ұстап жатырмын мен, түске дейін ұйықтаймын мен деп жатамыз. Оразаның мән мағынасы түске дейін сасып ұйықтасын деп сендерді аш болыңдар деген жоқ қой. Аз тамақтанып, азын-аулақ тамақ ішіп, таңертең нәпсіңізді жеңіп, ауыз ашқанда азын-аулақ тамағыңызды жеп, сол уақыт аралығында ұйықтап қалмай, енді 1 сағат, 1,5 сағат ұйықтауға болатын шығар, енді білмеймін қаншалықты дозволено екен. Бірақ в основном жұмыс істеп, бұрынғыдан да көбірек ілім алу керек, жұмыс істеу керек, алға ұмтылсын деп ораза айын жасағанда, тамаққа тыңқиып тойып алсып, 2-ге дейін ұйықтасын, сосын 3-4 сағат жүрсін де тағы ұйықтасын, сөйтіп ана видеоларды қарап, лағып жатсын деп бермеген ораза айын. Ораза айын бізге еңбек ету үшін, бізге білім алсын, ілім алсын, жаңа рухани деңгей көтерілсін, аш болу арқылы кішкене жаңағыдай ми, адамның асқазаны аш болған кезде ішектер деген кишечный не деген болады, жаңағыдай кишечный разум деген сияқты. Ішектерде не болады? Ішектер ойланады былайша айтқанда. Сіз тамақ жемегеніңізде ана ішектер жұмысын тоқтатады да сәл-пәл. Әйтпесе сіз тамақ жеп аласыз ғой, сонда ішектер қорытып отырады 24/7, олар демалмайды. Сіз ұйықтап тамаққа тойып түнде ұйықтасаңыз, түнде жаман түс көріп шығасыз. Себебі ана кишечниктер былайша айтқанда, ұлы сөзде ұят жоқ, боқты обрабатывать етеді ғой. Адам деген боқ көтерген боқтың қабы дейді. Бәріміз боқ болып кеткенбіз да. Көп жей бересің тамақты аш көзден. И ол сенің ішінде боқ болып тұрады. Сен сол боқты көтерген бір қапсың да, Абай айтатын. Мен айтып отқан жоқпын, Абайдың сөзі. Енді тамаққа тыңқиып, жеп алып, ана бешбармақты, пловты, мантыны жеп, аузымызға тығып өлгенше, қарнымыз қампиып жатқан кезде ана таңға дейін 7 сағат, 8 сағат кишечный мозг ұйықтамайды. Ішектер жұмыс істеп тұрады. Сен оларға түнде ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта сен оған жұмыс толып бердің. Ішекті сол обрабатывать етеді, боқтарыңызды сіздің. Енді страшный нәрсе, көзбен көрсететін болса, соны біз қорқып кетер едік. Сол кишечник боқты проработать етіп жатқаннан кейін, боқты обрабатывать етіп жатқаннан кейін, сіздің миыңызда, түсіңізде боқтарды көресіз. Яғни нашар негатив заттарды көресіз. Біреуден қашып жүресіз, біреумен қырылысып жүресіз, жылап, жаңағыдай біреумен таяқ жеп жүресіз, бәрі сіз қорлап жатқан болады, атысып жүресіз, төбелесіп жүресіз, сөйтіп жүресіз. Потому что ана жақ кишечный мозг боқпен айналысып жатыр. Сіз де боқпен айналысасыз. Тұрасыз, діңкеңіз құрып таңертең міндет қылып. Ораза ұстап жатырмын, жаныма тимеңдер деп міндет қылып, жүгірген жерде ораза ұстап жатыр деп айтып, жұрт естісін, көрсін, білсін деп соны айта береміз бүкіл жеп. Ораза ұстап жатырмын. Аузың берік. Сен ешкім сұрап отқан жоқ. Аузың берік болса да берік болсын, серік болсын, разница жоқ. Просто соның аузыңызды емес, басқа жеріңізді жабуды үйрену керек та. Ана мидағы мусорларды жабуды үйрену керек. Мидағы таракандарды өшіруді үйрену керек қой бізге. Сондықтан ана кишечный мозг, біз тамақ аз жесек, әдеттегідей аз жеп жүретін болсақ, оразаның кезде аузымызда сәл-пәл сәресінде сәл-пәл тамақ жеп, ауызды ашқанда сәл-пәл тамақ жеп,
өзіміздің нормамызды біліп жесек, кишечный мозгта блокта обработка жасамайды да, кишечный мозг демалады. А кишечный мозг таза болып тұрған кезде сіздің мына подсознаниеңіз, түп санаңызда дұрыс әңгімелер жүреді. 5 миллион көресіз, 10 миллион көресіз, 100 миллион көресіз. О 100 миллионның 10 миллионның жұртқа жаңағыдай бір ізгі ниетте таратып беріп жатқан, ізгі ниетте бір қайырымдылық жасап жатқан, жұртқа жақсылық жасап жатқан заттарды көресіз. Потому что кишечный мозг таза. Кишечный мозг ол түп санамен тікелей жұмыс істейді. Түп сана, подсознание, кишечный мозг екеуі жұмыс істейді. Біз не жейміз, солмыз ғой. Не жейсің, сен сондайсың. Неправильный питание ма, неправильный адам болып жүресің. Не тамақ жейсің, адамның қандай екенін, не тамақ жегеніне қарап білесің ғой қысқасы. Түсіндіңіз ба? Ораза деген сол, ағайындар. Сіздердің қандай ораза ұстап жүргендеріңізді білмеймін, бірақ мен білетін ораза сондай. Тамақтан тыйылу деген нәрсе ғой, бірінші кезде. Тамақтан тыйылу арқылы әлің болмайды ғой. Арам нәрселер ойлауға әлің болмайды. Жаңа инновация, технология, әлемді өзгертейік, адамзатқа пайдамыз тисін, елімізді дамытайық деген ойлар келу керек оразаның кезінде. Соның бастамасын бастау керек. Не үшін мен тегін сабақ өтіп отырмын? Сендерге бір ақыл кірсін деп оқытып отырмын. Қазақты дамытатын ой келсін. Қарызынан құтылатын ғана деңгейде ойласын деп беріп жатқан жоқпын. Квантовый скачок деген қарызды құтылатын выживание деңгейіндегі адамдарға арналған әңгіме емес. Квантовый скачок деген қарызын 1-2 күнде жауып тастап, 5-6 күнде жауып тастап, 10 есе табысқа шығып, жаңа деңгейге көтеріліп, бірге двигаться етейік, нұреке қасыңызда жүрейік біз. Отыра бермей интернетте аузымыз ашылып. Да, реалити шоу ма, реалити шоу, менторство, не бар, берім, давай істейік бірге. Көрдік 5-6 күн, нормальный адам, достойный адам екенсің, адекватный. Давай барайық Алматыға, құрсын, мына жақта жүре бермейік, ауыл аймақта сасып. Келейік, болмаса интернеттің құдайдың құдіреті бар ғой, интернет деген технология бар. Давай қанша табамыз, ақша проблема емес, тақ. Ақша таптым мен деп отыра бермей. Тапқан, қайдан таптың, кімнің арқасында таптың, кім көмектесті, сол адамға благодарность болу керек қой, болу керек. Әлем сиқырға айналып кеткен. Квантовый скачок деген сиқыр сияқты болады өзі. Сиқыр деген жаман сиқыр, дуалайтын, адамдарды бір азғыратын сиқыр емес. Адамдарды алға жетелейтін, жақсылыққа жететін, ертегіде жақсылықты көреміз ғой біз. Күнкөріс деген ол тек бізге табиғат берген мүмкіндіктермен ғана шектелу. Қауіп болмаса емін-еркін жүреміз, қауіп келсе шабуылдаймыз немесе қашамыз. Қашан кредиттен звондайды, Каспийден звондайды, жүгіре бастайсың. Каспий звондамаса жүре бересің сол. Ілініп салынып, бірде бар, бірде жоқ, не риба, не мясо болып жүресің. Қалай Каспий банк звондайды, жүгіре бастайсың. Ол күнкөрістегі адамның характері осындай болады. Реалити шоуға міндетті түрде жазылыңыздар. 10 орын қойып жатырмын сіздерге. Әдейі бүкіл Қазақстанға 10 орын қойды. Алматыдан 5-ақ орын, оның 3-еуі қалды. Сосын Шымкентке құдай қаласа 18-і 16 сәуір күні Шымкентке біз 60 адамға орын алып қойдық. 100 адам жасаймыз ойдық, шымкентскілер өте слабый болды. Сосын мен айттым, 100 адам толмай қалар құрсын. 60 адамдық орын жетеді деді, 60-ақ орын алдым, оның 15 сатылып кетті уже кеше. 45 орын бар. Шымкент кітап аласың, болды тренингке қатысасың. Мына живой тренингте мен сіздерді жылатып, секіртіп аспанға ұшып жүремін сол жерде. Қа-қа деп ұшып кетесіз. Немесе у деп ұшасыз аспанға. Ұшқанда қалай? Жақсы ниетте ұшасың ғой, миымен ұшасың. По факту құс қылып ұшып жүретін ондай қабілетім жоқ. Бірақ кәдімгідей рахмет айтып, құшақтап, сүйіп, рахмет айтып, фотоға түсіп, басымыз тигізіп, былай селфи кетеміз. Осылай түсеміз. Жаңа қосылған қос қашықтардай болып суретке түсеміз. Еркегі болсын, әйелі болсын, жігіті болсын, қызы болсын, разница жоқ. Біздің ниет таза. Біз бір-бірімізді жақсы көретінімізді көрсетеміз. Деп сөйтіп фотоға түсетін деңгейде бір-бірімізге жақсылық жасауымыз керек. Мен сіздерге достық ниетте әңгіме айтып отырмын, ағайындар. Сіздер де достық ниет танытсаңыздар, арамызда дұрыс энергетика болады. Түсіндіңіздер ме? Армандай алмайтын адамдарға армандай беріп отырмыз. Тек Шымкент 18-ші, неге Алматыдан кейін Шымкент? Шымкентскілер көп жазды, бірақ по факту ақшаға келгенде қатты результат болып жатқан жоқ. Кітап сатып алсаңыздар болды, мен тегін жасап жатырмын ғой семинар. Просто не үшін семинарды, кітап алғандар семинарға қатысады, ана кітапты хотя бы
алып бастамаған немесе сол кітапты алуға ниет етпеген адам түсінбейді да ол тренингтің әңгімесін. Сол үшін жасап жатырмын. Алматыға орын жоқ. Алматыға толып қалды. Алматыға 2-ақ күнде 80 адам толып қала салды ғой. Просто 100 адам сыйғанмен ол аудиторияға ауа жетпей қалады, сол үшін 80 деп қойдық. Шымкенттіктер 18 сәуір. Енді неге Астанада болмайды, неге Таразда болмайды? Ол сізге байланысты. Сіз кітап аласыз, сіз сияқты тағы 20-30 адам, хотя бы 20 адам алып болса, біз уақыт қоямыз да қалған 30 адамды сол 20 адаммен бірге жинай саламыз да, сол 50-60 адам жиналса бара қаламыз, любой қалаға. Сіздердің 50 кітапқа төлеген ақшаңыз менің самолетқа кеткен, мен гостиницаға кеткен ақшама жетпейді. Еще кітаптың шығыны бар. Мен минусқа жұмыс істеп жатырмын. Просто Құдайдың разылығы үшін, Алланың разылығы үшін, қазақ елінің дамуы үшін беріп жатырмын. Ештеңе күтпеймін ешкімнен. Просто беріп жатырмын. Сендер бақытты болыңыздар, сіздер ұшыңызды аспанға деп беріп жатырмын. Әйтпесе ана тренинг 40-50 мың теңге тұратын тренинг мен өтетін. Ертең көресіздер ғой. Сондықтан тез-тез сатып алсаңыздар, тез-тез барамыз. Астана қаласынан қайда аламыз? Астана қаласынан қайдан аламыз? Ана қаладан қайдан аламыз? Бәрін Алматыдан аласыз, салып жібереміз почтамен. Сосын Астанадан кітапты алыңыз, Астанаға барғанда өзім қолыммен апарып беремін, фото алып. Кітап бағасы 7,5 мың теңге. Ақшасын төлеп қоясыз, ол кітапты біз сіздің 7,5 мың теңгеңізді алып кітабыңызды бермей қашып кетпейміз, кітап толып тұр. Сол ақшаңызды төлейсіз де айтып қоясыз, маған келгенде осы датаға келсеңіз беріңіз деп. Бірінші 50 адам жинаңызшы, Советбек қызы. Хотя бы 20 адам жинаңызшы. Сосын мен қалған 30 адамды өзім ақ жинап аламын. Немесе бірге жинаймыз. Сіз 20 адам, алдымен сіздер әрекет етсеңіз, мен бірінші әрекет етіп сабақ өтіп отырмын ғой тегін. Енді сіздер өздеріңіздің мені қаншалықты офлайнда тренингте көргіңіз келетінін дәлелдеңіздер. Мен уже бірінші қадам жасап тегін күнде сабақ беріп жатырмын. Маған өкпе реніштеріңіз жоқ шығар. Енді сіздер төлем жасап, хотя бы кітапты алыңыздаршы, просто бірақ условия. Уже 10 мың теңге кітабын 7,5 мың теңгеге беріп жатырмын. Сол тренингке қатысасыз деп жатырмын. Бір залды 150-200 мыңға алып жатырмыз. Самолетіма 100 мың, 50 мың кетеді жоқ дегенде, Астанаға 70-80 мың кетеді. Қасына 2 адам, 3 адам алып барамын. Оның бәрінің гостиницасы бар. Мен жоқ дегенде 700-800 мыңға түсемін әр қалаға бару үшін. Сіздердің 50-60 кітап алғандарыңыз 700-800 мың шықпайды. 300 мың ғана шығады, 400 мың ғана шығады. Сонда мен плюс қалтамнан ақша тауып, доплата жасап, барайын деп тұрмын. Үлкен басымды кішірейтіп, былайша айтқанда. Бүкіл жұмысымды тастап. Ал сіздер айтасыздар, бірінші кел, сосын жинап беремін. Күтіп отырмаймын ғой Астанаға барып, қашан 50 адам жиналады екен. Қазір жиналыңыздар, мен барамын, мен қашпаймын. Тараздан шыққан ханымдар бірге хабарласып барайық дейді. Таразға 20 адам жинаса, кітап алып болса да келесіз ба дейді. 20 адам жинайсыз, сосын дата қоямыз бір 4-5 күн. Тағы да 20-30 адам жинаймыз, сонымен 50 адам қыламыз да барамыз. Тараздан көп қой адам, Тараздан өте көп. Тараз деген мына тұрған жер ғой. Сондықтан күнкөріс пен жасампаздықты айттым. Алматыда тағы өткізсеңізші онда дейді. Жоқ, Алматыда тағы өткізуге жалған жоқ. Бір күн өткізіп көрейік, сосын көреміз. Айттым ғой, қатысыңыздар. Бірден сол 100-200 адамға орын алатын едім мен негізі. Өздеріңіз мынау деп жүре бересіздер. Біз жалпы бір үлкен үштіктің тұтқыны болып қалғанбыз. Ол үштік тән. Тәнімізде қандай не болады, тәнімізге қарай әрекет етеміз. Екінші уақыт, үшінші қоршаған орта. Тәніміз үнемі үрейде жүреді. Яғни жаңағыдай прородка жасаңыз, дызылдатудағы мақсат тәнді сендіру, тәнге жұмыс істеуге энергия беру. Тән дызылдаған кезде біз энергия аламыз. Дыз деп. Ал тәнің үрейде бүйтіп қорқып жүрсе, сен 1 миллион түгіл 100 мың да таппайсың. Мандрашсың ғой, потому что мандраш. Ана футболда ойнап жатқанда доп келіп қалған кезде адамдар бәрі соған внимание бөлген кезде деп теп алмай бүйтіп қалатын балдар болатын баяғы мектепте. Мандраж деп айтатын ғой. Мандраж болмашы деп айтатын. Доп келді ма бүйтіп кетеді. Клоун сияқты ма бірдеңе болып кетеді анау ше. Сол сияқты сториске шықса мандраж болып кететін адамдар бар өйтіп. Тек кететін. Немесе видеоға түскенде деп өзін ұстай алмай қалатын адамдар бар. Тән кетеді былай лағып. Қол мына жақ, аяқ мына жақ бүйтіп кетеді да. Ненормальный адам сияқты болып қалады. Бұл тәннің сізге бағынбайтынының белгісі. Тәніңізге сөзіңіз жүрмейді деген сөз. Тән үрейде, тән қорқып қалған, албырап қалған. Сен деген кезде бүйтіп қалады да тән. Сол тәннің сіз тұтқынысыз, сол тәннің ішінде сіз өмір сүріп жатсыз. Мынандай тәннің ішінде.
бүйтіп қалған. Уже ментальный сау болғанмен тәніңіз ненормальный да, тұтқын болып қалған, сосын залог, қамалып қалған сосын тәнге. Екінші уақыт сәтсіз өткен шақты еске ала береміз, қорқынышты болашақты еске ала береміз. Бүкіл энергияны артқа жібереміз. Кетіп бара жатасың да бүйтіп, қолыңда алып не бар мысалы? Қалай айтсам екен? Қолымызда бір энергияны қолымызда тұр деп білсеңіз, 100 энергия берді, майда-майда. Қолымызда андай. Өмірде жүріп барасың ба, жүгіріп барасың. Алып дәл артқа лақтырып жүрсің да бүйтіп. Энергия менде артылып жатыр, мә деп. Ал ана энергия кешкі түнге ұйықтағанға дейін жететін 100 штук сізде энергия бар негізі. Сіз оның 50-60-ын артқа лақтырасыз, 40-50-ін алға лақтырасыз. Негізі сол жерде ұстап жүретін нәрсе да ол. Сөйтіп уақыттың сіз қақпанында қойып, өзіңіз физически осы денеңіз осы неде болғанмен, тараздан жиналса сол таразкелер тән деген тело ғой, тело. Қазақша үйреніп алыңыздар, қырғыз ағайындар. Жаман болмайсыздар. Мен сіздер үшін қырғызша үйренейін деп жатырмын. Сіздер қазақша үйреніңіздер. Сонда бір-бірімізге деген не болады? Шымкентте 18 сәуірде болады, жексенбі күні. Тараздан жиналыңыз деп жатыр. Жиналыңыздар Тараздан. Ана кісіге жазыңыздар қазір, Тараздан нөмірін жазып қойған қазір. Астана. Мен лидер болам деп кітапқа 7,5 жіберіңіздер. Мен лидер болам деп айтыңыздар. Группа ашамыз, бізде отырамыз сол жерде. И сол жерге бәрін жинаймыз. Бұл тез-тез жиналады. Любой уақытта барам Астанамен неге. Енді сенбі немесе жексенбі күні. Таразға да мына тұрған жер, Тараз спокойно. Машинамен барып келетін жер ғой. Коммент мешайте. На таразскилер мынаны скриншот жасап алыңыз Жамила Хылыфына. Сосын Жамила Хылыфы сіздің группа ашайық, сіз өзіңіз төлем жасаңыз. Ал сосын Советбек қызы. Советбек қызы хотя бы 20 адамға кітап жасатыңыз, сосын сразу. Советбек астаналықтар осы нөмірді сақтап алыңыз. Болды енді, сақтап болсаңыздар, енді сабақ өтейік. Тәннің құрығына түсіп қалғанбыз, уақыттың құрығына, орта. Үнемі бізді қорқытатын жағдайлар күтіп тұр деген ортамен көрсін. Ана жерге барам, опасность. Мына жерге барам, опасность. Ана жерде мені алдайды. Ана жерге барам, мені пайдаланады. Ана жерге барам, мені ренжітеді. Ана жерге барам, мені қорқытады. Ана жерге барам, мені бүйтеді, сөйтеді. Сол өзіңіздің пространствоңызға өзіңіз сенбейсіз. Бір пространствода өмір сүріп жатсыз, бірақ пространствоға сенбейсіз. Үреймен жүресіз. Кім мені алдап кетеді екен деп жүресіз да. Одан кейін қалай даму болады? Осы біз үлкен үштіктен, большая тройкадан шығып алсақ, не боламыз? Жаңа деңгейге көтерілеміз. Осыдан шығуды шабыттанып жұмысқа баспен кірген кезде біз не істейміз? Уақытты да, тәнімізді де жұрттың сөзіне ұмытамыз. Орта дегеннің ішіне жұрттың сөзі де кіреді. Анау видео айтады, мынау видео айтады. Мен қазір сториске шықсам, әкем видео айтады, шешем видео айтады. Группаластарым блогер болып кеттім ба деп күледі, ауылдастарым не бәле, инфо-цыган болып кеттім ба деп күледі деп, әркімнің сөзіне мән беріп, шықпай түк істемей жүре береді бұл өмірде. Ол жаңа ортаның үрейінен қорқу деген сөз. Уақытты да қазір шабыттанып баспен кіріп кеттік, жұмыс істеп кітап оқыған кезде сізге өткен шақтағы проблемалар, сәтсіздіктер, өзіңіздің өміріңізде өткен қайғылы, онша емес оқиғаларды ұмытып кетесіз да. Болашақта ертең балам не істейді, күйеуім не істейді, әйелім не істейді, мен не істеймін, ауырып қалсам, бөліп қалсам, мен кім көмеді деген уайымдардан арыласыз. Уақытты жібересіз. Уақытта осы моментте болады. Тәніміз қорықпайды, тәнімізден ауырады. Жаңа бағана біз пророк жасағанда денеміз сене бастады. Денеміз сене бастаған кезде не істедік? Денеміз сене бастаған кезде денеміз дызылдады. Ол дызылдау деген денеде энергия жүріп жатыр. Қан айналған сияқты энергия жүру керек. Уақытты, тәнді жұрттың сөзіне ұмытамыз біз. Баспен кіру керек, фокуспен былай кіріп кету керек міне. Бізге көп уақыт керек емес. Таңнан кешке дейін жұмыс істей алмайсыз, 7 сағат, 8 сағат. Бізге фокус бөле алатын энергия керек.
Сабақта неге 1,5 сағат 1 сағат сабақта адамдар қарай алмайды, потому что энергия жетпейді. Неге өткендегі 700-800 адам жоқ болып кетті, жартысы энергиялары жеткен жоқ, қабылдауға нерві шыдамайды. Не айтқысы келіп отыр, тоқетерін айтпай ма деп нерві шығып отыр. Тоқетері жоқ, тоқетері күнде әркім әртүрлі тоқетер шығарып алады. Түйінін айтпай ма деп андай бірден бейді. Соңын айту керек. Бір сөзбен айтсаң түсінбейді, бірақ ал жұмыс істе десең түсінбейді да. Жұмыс істеу үшін не істеу, квантовый скачок жасасай десем түйіні сол. Немесе 10 есе дамысай десем түсінесің ба, түсінбейсің. Соны бүйтіп майдалап түсіндіріп жатырмын. Соған нерві шыдамаған, энергиясы жетпеген, фокусы жетпеген. Егер сіз бір нәрсені бүйтіп құнтпен баспен кіріп кетіп жұмыс істей алмасаңыз, сізде энергия жетпейді деген сөз. Уақыт жетеді сізде. Бәрімізде 24 сағат, бәрімізде бірдей күн шығады. Маған басқаша күн шығып, сіздерге басқаша күн шығып жатқан жоқ. Алла тағала бүкіл 7 миллиард 8 миллиард халыққа бір түрлі күн, бір түрлі ай, бірдей күн, бірдей түн, бірдей енді ауа ластанып әр жерде әртүрлі шығар, бірақ күніміз бен түніміз точно бірдей. Түсініңіздер, енді арасында бір қалада бұлтты болып тұрады, бір қалада бұлтсыз болып тұрады, әртүрлі күн мүмкін, бірақ сол бір ай, бір күн, бір уақыт. Америкада 1 сағат 80 минут екен, бізде 60 минут деген жоқ та. Немесе жапондарға 90 минут беріп қойды екен технично, сол үшін дамиды екен. Біз ғазекеңдерге 60 беріп қойған екен деген жоқ. Әр жерде 1 сағат 60 минут, барлық жерде сағат бірдей жүреді күннің айналасында. Яғни бәрімізде абсолютно теңбіз. Бірақ сол уақытта энергиясы бар адам бір нәрсеге баспен кіріп жұмыс істей алады, біреумен бір нәрсені сөйлесіп сата алады, өзін сата алады, бір нәрсе сата алады, соған энергия жетеді. Біреудің берген білімін ала алады, біреудің берген білімін жұртқа тарата алады, өйткені ода энергия бар. Сонымен жұмыс істей алатын энергия бар да. Мынандай 18 сағат жұмыс істеймін деп ойлап жүргенше 1 сағат 2 сағат бүйтіп бүкіл фокус сол жерге қойып жұмыс істесеңіз, нәтиже керемет болады. Сондықтан шабыттанып тұрған кезде бізде тән, сән, уақыт. Осы айтып отырған әңгімелердің барлығын мен практикаға енгізгім. Бәріңіз квантовый энергичный болғыңыз келеді. Барлығыңыз квант әлемге шыққыңыз келеді. Соның методикасын жасап шықтым мен. Ол методика, мен бизнесменмін, ментормын, блогермін, энергокоучпын, тіл біл компаниясының негізін қалаушымын. Сиқырлы сөйлем деген кітап жазғам. Энергияның 40 күндік драйв деген менің 2-ші кітабым. Digital маркетинг, project management, IT саласының халықаралық дипломдалған, сертификатталған маманымын. Жай адам емеспін. Не үшін күнде сабақ өтіп отыр? Потому что энергия жетеді, білім жетеді. Сол үшін осы энергичный болу үшін не істеу керек? Неден бастау керек? Квантовый әлемді результатын көру үшін не істеу керек? Энергиямен 40 күндік драйв деген кітапты 7,5 мың теңгеге сатып алу керек, басқа вариант жоқ сіздерде. Оны мен 30 күнде по-любому алғызам барлығыңызға. Либо кітапты алып менімен дос боласыз, либо кітапты алмай бәрібір жүресіз, 1-2 айдан кейін, 1-2 жылдан кейін тағы келіп сұрайсыз. Сол кезде ала салым керек екен 7,5 мың теңге кезінде деп түбінде аласыз. Бұл әңгімені бір рет естіген адам түбінде алады. Потому что бұл кітапты түсі де бәрі не ғой, көрдіңіз ба? Не? Көк қызыл деген мынау энергияның түсі ғой, міне көк қызыл айналып тұр да, міне кітап. Міне қалыңдығы. Бойын көрдіңіздер ме міне? Басымнан үлкен ғой міне. Басым ұзын да, соның өзінен үлкен. Үлкен кітап кәдімгі ішін толтыратын. Адам басын ұрсаң өліп қалуы мүмкін мынау мен. Артындағы мынау мен. Осы энергиямен 40 күндік драйвта барлық практикасы бар. Қазір түсіндіремін ішінде қандай нәрселер толтыратынын. Жай кітап емес ағайындар, жай кітап емес. Кітапта мынандай нәрсе бар. Бізде осы кезге дейін бүкіл сағаттарда 12 циферблат тұрады, 1-ден 12-ге дейін жазылып тұрады. Негізі бір тәулікте 1-ден 24-ге дейін бар. Бізді алдаған ғой 12 сағат тұратын сияқты, біз ана визуально қарай беріп 12 сағат бар деп ойлаймыз да бір тәулікте. Сөйтіп оның 8 сағатын жұмысқа арнаймыз, 4 сағатында ештеңе үлгермейміз. Не ұйықтап үлгермейміз, не телевизор көріп үлгермейміз, не бала-шағамен үлгермей жұмыс деп жүгіре береді да адамдардың барлығы. Ал негізі 24 сағат уақыт бар, күніне 24 сағат. Оның 7 сағатын ұйқыға жұмса, 7 сағатын жұмысқа жұмса, 14 сағат кетті ма? 2 сағатын жолға жібер, 16 сағат кетті ма? Тағы 2 сағатын жуын, шайын, тамаққа жұмса, қанша болды? 18 сағат кетті ма? Тағы 2 сағатын қырт-сырт интернет қарауға жібер, сенде тағы 4 сағат қалды. Егер бір тәулікте 24 сағат болады деп ойласаңыз, міне
түнгі сағат 10-да ұйықтап таңертең 5-те немесе 6-да тұрсаңыз, жарайды 8 сағат ұйықтаңыз. Кешке 10-да ұйықтапсаңыз, таңға 6-да тұрсаңыз, как раз 7-ге сабаққа қатысасыз. Сіз 8 сағат ұйықтайсыз, бодрый болып тұрасыз. Сізде әлі 16 сағат бар ағайындар, 16 сағат. 16 сағат уақыт бар. Осы сағатты күнде көресіз ана кітапта. Сосын міне 24 сағатқа арналған 8-8-ден 3 колонка тұр. 8-8-8-ден. Жарайды, бір колонка ұйқыға кетсін, бір колонка жұмысқа кетсін, сенде тағы 8 сағат бар ғой. Бизнес жасағың келе ма? Бизнес жасағың келе ма? Тағы не? Туысқандармен араласқың келе ма? Достармен араласқың келе ма? Әйеліңмен араласқың келе ма? Барлығына жететін тағы 8 сағат бар ағайындар. Осы нәрсені ана цифр 12 сағат циферблатпен жүріп, біз визуально алданып қалғанбыз ғой. Как будто күн 12 сағаттан тұрады. Таң атып, кешке дейін үлгерсең үлгердің 12 сағат. Таңертең 7-те тұрасың, кешке 7-ге дейін үлгерсең үлгердің, басқа уақытта уақыт жоқ сағат. Сөйтіп біз қалған 12 сағатты ұйықтап жүреміз. Осы нәрсені сіздер кітапта визуально түсінесіздер толтыру арқылы. Осыны толтырып отырасыздар былай күнде план жазып. Осы кітапта осындай фишка бар. Шымкент Атырауға да жасайын деп жатырмын. 18-нен кейін тағы 5 күн өтсе, Құдай қаласа 25 сәуірде Атырауда жасаймыз. 25 сәуірде Атырауда жасаймыз. Міне Дана Қуандық деген кісінің нөмірін сақтап қойдым. Атыраулықтар осы кісіден кітап аласыздар. Немесе ақшасын осы кісіге төлейсіздер, сол 25 күні кітапты өзім қол қойып, фотоға түсіп, басымызды тигізіп тұрып, селфи жасап, кәдімгідей не істейміз. Атыраудан Данадан алыңыздар, Дана ханымнан. Көрдіңіздер ма, түсіндіңіздер ма? 24 сағат деген үлкен мүмкіндік. Нереально. Сіздің өзіңіз миыңыз уже 2 есе кеңейді қазір. Уақыт деген 2 есе көп екен ғой қазір. Енді сіздің энергияңыз 10 есе көбею керек. Кітапты оқып аяқтай алмай қаласыз ба? Энергия жоқ. Үйленген кезде бақытты болып жүріп, кейіннен желаниең қашып кете ме? Энергия жоқ. Балаларыңа ұрса бересің ба? Энергияң жоқ. Күйеуіңмен сіркең су көтермей отыра ма? Сөйлегенде энергия жоқ. Мен сөйлегенде нервыңа тием ба? Энергия жоқ. Кітапты оқып бастайсың, тастап кетесің, энергия жоқ. Курсты сатып аласың, 2 сабағын оқисың, сосын салам алейкум боласың, энергия жоқ. Анық энергия келіп тіреледі ғой энергияға. Кітапты сатып аласыз, болды. Қалған ештеңе төлемейсіз. 7,5 мың теңге кітап сатып алсаш, бүкіл Қазақстан. Қай қалада 20-30 адам сатып алады, сразу мен сол қалаға уақыт қоямын да, ары қарай 20-30 кітапты жабылып сатып тастаймыз да, 50-60 адам болса. Не қыламыз? Нұрекет Талдықорғанға қанша адам, қанша кітап сатылу керек сіз келу үшін дейді. Анау сілтемеге өте алмайды ғой Айдос, рахмет. Бірінші бүйтіңіздерші, лидерлер. Сіздер қазір чат ашып, оны былықтырудың қажеті жоқ. Әлі ақша төлемеген адамдар жинап, нервіңізді ұрып. Өзіңіз төлем жасаңыз да, бізге айтыңыз, мен лидер болайын, группа ашыңыздар, маған админ қылыңыздар, өздеріңізде отырыңыздар. Сіз сол жерде отырып қосасыз. Енді тезірек процесс жылдамдау үшін, тренинг болу үшін, қай қала, жарыс қой короче, қай қала бірінші жиналады 50 адам, соған барамыз. 20-30 адам жиналған кезде уже уверен болады да, қалған 20 адам табылады ғой, әрқайсысы бір адамнан ертіп келсе де. 20-30 адамға жиналды ма, сразу датаны қойып тастаймыз, сразу нені келісу керек жаңағы сабақ өтетін жерде. Сатып алып қойғандар шәрдейді. Қанша теңгеге сатып алып қойдыңыз? Қашан сатып алдыңыз? Соған байланысты. Мына оразада басталған сатып алғандардың барлығы тренингке тегін қатысады. Оразада сатып алмай баяғыда 1 жыл бұрын сатып алғандар, олар қайтадан сатып алады. Потому что 7,5 мың теңгеден сатып алғандар любой қатысады спокойно. Айтыңыздар 7,5 мыңнан қатысты не алғандар. Кітапты осылай толтырасыз міне. 8 сағаттың бәріне жазып отырасыз, әр сағаттан не істегеніңіз. Жетпейді ғой, түрлеріңізден көрініп тұр ғой, әңгімелеріңізден. Энергияны қалай көтеру? Энергияны көтеру үшін мына кітап айтып отырмын ғой, мына кітапты сатып аласың да толтырасың, осыда айтылған заттарды күнде істейсің. Міне, бірінші денсаулық керек. Күнде ерте тұру керек та 3 нәрсеге алғыс айту керек. 40 күнде сіз 120 нәрсеге алғыс айтуыңыз керек. Шай ішіп отқан шайыма алғыс, демалып отқан желіме алғыс. Аллаға денсаулық, бала-шаға бергеніме рахмет деп айта бермейсіз да күнде. Бізде сол денсаулық, бала-шаға, әке-шеше болды. Одан артық зат жоқ бізге благодарность. Соны айта береміз күнде. Көріп отқан көз бергеніне рахмет, нұр бергеніне рахмет көзіме. Осындай алғыстар айтқан кезде сізде енеңіз тызылдайды. Сосын медитация жасайсыз, тыныштандырасыз, аффирмация жасайсыз.
Аффирмация арқылы не істейсіз? Мынаны бүйту керек, мынаны сөйту керек деп өзіңізді сендіресіз. Визуализациямен сол сенген нәрсеңіз көресіз. Күніне су ішу керек, 3-ші бөлім. Сауатты ас ішу керек. Сосын жаяу жүру керек 10 000 қадам. Жолдасыңызға бөлек алып берсеңіз. Бөлек алып берсеңіз, бір кітапты 2 адамға жетпейді ғой, 2 адам толтыруға орын жоқ қой жерде. Бөлек алып берсеңіз, какая разница? Астанадан да барлығынан бізге төлем жасаңыздар. Кім Астанадан төлем жасайды бүгін? Сразу Астана деген группа ашамын. Соның ішінде 2-3 лидер шастырда, содан белсенді боласың. Тараздықтан бір 3-4 адам төлеңіздер, Тараз деген группа ашамын. Қазір ана Сәбитбек қызына хабарласып, бүйтіп жиналып жүргенше просто қиналмасын деп жатырмын да. Атак өздерің жиналып, бәрін топырлап келе қойсаңыздар, қанекей ондай ақылды. Ондай ақылды, ондай ауызбіршілік қайда бізде? Ондай бола қойса бәрі керемет болушы. Денсаулық деген бөлім бар. Сосын фокус. Денсаулықты көтеру деген мақсат, энергияны көтеру деген мақсат, сенің фокусыңды бір нәрсеге бөлу керек. Фокусты бір нәрсеге бөлу керек. Астана мына кісіге жазасыздар. Сәбитбек қызына. Жезқазған, тағы қандай бар? Семей, Өскемен, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Қызылорда деген жақтар жоқ па? Мертвый ғой сол Қызылорда деген. Орал қайда, Қызылорда қайда, Ақтөбе қайда, Атырау жарайды, Ақтау қайда, Маңғыстау, айналайын, Маңғаз, Маңғыстау, Бейнеу қайда, Жаңаөзен қайда, Форт Шевченко қайда. Ол алғаш сатылғанда алсаңыз, ол кезде басқа құндылықпен алдық қой, сондықтан жаңасын алыңыз қайтадан. Толтырдыңыз ба 40 күн? Аласыздар да, бірақ толтырмайсыздар. Толтыру керек қой. Егер 40 күн толтырсаңыз, мен сізге мүмкін доступ берем, проблема жоқ. Толтырмасаңыз, значит оқымағансыз әлі. Онда жаңадан кітап алып, жаңа деңгейде оқып басып толтырыңыз. Дайректке жазасыздар, Алматы боласыз ба? Қырғызстанға давай бір лидер шықсын. Қырғызстаннан бір адам кітап алсын. Сол адаммен группа ашамыз. Нөкістен бір адам алсын. Қарабастан барамыз. Қырғызстанға барамыз. Ақтөбе, Қызылорда бар екен ғой. Үндемей отыра бермесеңіздер, лидер болсаңыздар. Чимкенттен қай жеріңізге бүкіл Қазақстан чимкенттіктерден үлгі алайықшы осы. Жалмаңдап тұрайықшы, пысықтан деп тұрайықшы. Чимкентский болып. Қылп-сылп етіп тұрады ғой. Қылп-сылп етіп тұрады. Басқа Қызылорда нелер кішкене бүйтіп қойып, аяу соңында жүреді. Әйтеуір ілім салып, олай болмайды. Шымкент болуымыз керек. Давай. 4 айдан бері Нұрдәулет мырза толтырып жатсыз ба? 4 ай болды ғой. 40 күннің 4-еуі өтіп кетті ғой примерно. Или 3-еуі өтіп кетті ма? Или 2-еуі өтіп кетті ма? Не, осындай заттар толтырасыз, короче, бәрін айта бермей қойын. Фокус деген бар. Жазасыз фрирайтинг, кітап оқисыз. 3 сағатта 2 сағат фокус жасап, 3 нәрсені бітіресіз. Сосын маркетинг деген бар, ақша деген бар. Осын барлығын түсіну үшін кітапты алу керек. Дайректке жазасыз, реквизитті жібереміз. Дайректке төлеңіздер, Астана деген группаға қосыңыз дейсіз, Астанаға қосамыз. Чимкент деген группаға қосыңыз, Чимкентте өз группа ашып қойғанбыз, қосамыз. Реалити шоуға қатысасыз ба? Реалити шоуға қатысыңыз. 21 күн бойы нереальный нәтижеге шығасыздар, Құдай қаласа. 300 мың теңге. Егер 21 күнде сәл көңіл көншітерлік нәтиже болмай қалса, тағы 21 күн берем. Жалпы 40 күн бойы живой жұмыс істейсіз ғой. Живой. Квант әлемге кіру үшін жүйеленген дисциплина, энергия беретін, ретті тапсырмалармен қамтылған дайын менторлық оқулық. Міне мынау. Жүйеленген дисциплина бар ішінде, энергия береді кітап, энергиясы тасып тұрып, ретті тапсырмалар бар. Ретімен 80 тапсырма бар ішінде. 40 күн бойы күнде 2 тапсырмадан орындап отырсыз. Арманыңды жаз, миссияңды жаз, кешірімді бол, үйт деген мысалы тапсырманы айтайыншы. 25-ші күннің тапсырмасын айтайын. 49-ші тапсырма. Ақша бізде қайда келуі мүмкін? Ақша бізге қайдан келуі мүмкін? Бірінші,
жалақы, еңбекақы, шәкіртақы, қаламақы, зейнетақы, тағы басқа міндетті төленетін ақы деп аяқталатын табыс көздері. Дұрыс па? Қаламақы деген бар, зейнетақы деген бар. Осы жолдан ақша бізге сондай жолмен келуі мүмкін. 49 тапсырма. Біреу сіздің ісіңізге, өнеріңізге, ниетіңізге, талантыңызға, контентіңізге, энергияңызға, бір нәрсеңізге риза болып, жай ғана ақша салып жүруі мүмкін. Донат жасауы мүмкін, донат. Донат деген жаңа. Немесе арыстан жолбарыс жіберуі мүмкін TikToktан. Сыйлық аласыз. Бұл да ақша келудің жолы, екінші жол. Үшінші жол, кез келген мекеме немесе адам сыйлық жіберуі мүмкін. Мысалы, мен сіздерге сыйлық ретінде 30 күн тегін сабақ оқытып отырмын ғой. Бірақ сіздер маған сыйлық беріп жатқан жоқсыздар. Кітаптың өзін просто арзан бағада алмай отырсыздар. Тренингті да сыйлап жатыр. Мен бірінші сыйлық сіздерге 30 күн сабақ беремін дедім. Бір сыйлық жасадым. Екінші сыйлық тренинг тегін өткіземін деп жатырмын. 2 сыйлық бердім. Сіздер ораза айында маған не сыйлық бересіздер? Беретін ойларыңыз бар ма жалпы? Оған ниеттеріңіз, жүректеріңіз жете ма бірдеңе беруге? Әлде тек ала бересіз ба? Ала берейін. Менде ештеңе жоқ беретін. Мен ала берем. Тек алуды ғана ойлайсыз ба? Беруші адамдар бар ма араларыңызда? Қандай сыйлық бересіз? Или тек алсам, жесем, өзім тойып алсам деп ойлайсыздар ма? Көрдіңіз ба? Әлем сізге бірдеңе беру үшін сіз бірдеңе беруіңіз керек біреуге. Шымкентке барам 18-інде. Сыйлықтарыңызды алып келіңіздер бәріңіз. 7,5 мың теңгемен сопайып келе бермей, 7,5 мың теңге төлеп қойдым. Наоборот, сіз беріңіз бізге сыйлық деп сопайып келмей, сонша жерден келіп отырсыз ғой, рахмет деп сыйлықтарыңызды, гүлдеріңізді, анау заттарыңызды алып келіңіздер. Ұятта болса айтайық. Айтпасам түсінбейтін болып кеттік қой, шыны керек. Адамдарға сыйлық берген кезде, бірдеңе дарит еткен кезде, даритель болған кезде, сізге Құдай да дарит етеді. Ештеңе бермесеңіз, ештеңе ала алмайсыз. Ештеңе, дұға жасаймын дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Дұға жаса. Дұға ең үлкен сыйлық мен үшін. Хотя бы дұға жасап жүрейік. Оны айтпай жасай беруге болады, Алла разы болсын. Ақшаны жерден тауып алуға болады. Дұрыс па? Жиі кездесетін құбылыс қой. Жерде $100 мың жатыр. Сізге бұйырып тұр. Біреу ақшаның орнына қымбатырақ көлігін, мүлкін, қымбат бағалы дүниесін беруі мүмкін. Көлік бере салады. Мә, бауырым, ризамын саған. Машинасын бере салады. Тұлпарды мініп жүрші. Жаяу жүрмеші деп. Үйін бере салады. Менде бір 10 үй бар еді, Алматыда. Бір үйді ал да, пожалуйста. Құдайдан қайтсын. Деп сөйтіп бір күн бір үй беріп жатса да. Ондай дәмететін адам емеспін, Құдай сақтасын. Маған Алла тағаланың сыйлығы жетеді, вселенныйдің сыйлығы жетеді. Қалжыңдап отырмын, ертең үй сыйлап жүріп ұятқа қалдырмаңыздар. Жүрмейік. Тегін сабақ оқытып, үй алып апты деп бүкіл Қазақстан тегін сабақ оқытып кетіп жүрер болсын. Біреу ақшаның орнына қымбатырақ көлігін, денсаулық тілеңіздер, аман болсын деп тілеңіздер, болды сіздерден не. Біреу ақшаның орнына қымбатырақ көлігін деп айттым. Бұл нешінші жол? 1, 2, 3, 4, 5. Бұл 49-шы тапсырма, 25-ші күннің тапсырмасын айтып отырмын. Қандай керемет тапсырма ойлап тапқанмын деймін да. Қателесіп ақша түсіп кетуі мүмкін. Есіз дүние сізге беруі мүмкін. Просто түсіп кетті, ешкім хабарласпайды. Жоқ, 1 жыл болды, күтесіз. Ақшаны жұмсай алмайсыз, күтесіз. Жоқ. Оны ақшаны алып өзіңізге жұмсаңыз көп болса, болмаса қайырымдылыққа жұмсап жүріңіз. Какая разница, дұрыс па? Біреу әдейі жіберіп отыр ма, білмей жіберіп отыр ма, білмейміз. Енді бұл алтақ жолын жауыз. Ақша қайдан келуі мүмкін деген сұраққа жауап беріп көріңізші өзіңіз. Бұл 49-шы тапсырма. Энергиямен 40 күн тұрып, драйв деген кітапта бұндай тапсырма бар. Тағы қайдан келуі мүмкін? Бізде көрдіңіз бе, шектеліп қалады. Басқа. Бізде неге бұны сұрақ тапсырманың мәні, бізге ақша келу үшін мен жұмыс істеуім керек. Бізге ақша келу үшін мен бірдеңе істеуім керек. Тұрып жұмысқа баруым керек. Айтса маған ақша келмейді дейміз да, тек жұмысты ойлай береміз. Сөйтіп адамдарға жақсылық жасауды, дұрыс ниетте болуды ұмытып кетеміз. Мән мағынасы осы, ағайындар. Адамдарға безвозмездный, ешқандай риясыз жақсылық жасағанда, ештеңе ешкімнен күтпей сыйлық берген кезде не болады? Құдай сізге сыйлық береді да. Құдайдың сыйлығы. 183 бет, 25 күн, 49 тапсырма. Гүлназ Бекетова бәрін біліп отыр. Ерсак Орал жеті ғой, молодец. Сақталады, ойбай, сақталады. 1000 жыл сақтаймыз. Инстаграм аман болғанша, соңғы жер шарындағы адам кеткенге дейін сақтаймыз. Болды, дайындамаңыз, ұйықтай беріңіз. Дәлше ұйықтай беріңіз, дәлше жұмысыңызға бар, басқа күйбең тіршілігіңізбен айналыса беріңіз. Мына нәрсені қазір тыңдамаңыз. Қазір тыңдасаңыз, сіз дамып кетесіз.
қазір тыңдасаңыз сіз күйбең тіршіліктен шығып кетіп басқаша бақытты өмір сүріп кетесіз. Сондықтан сұрай беріңіздер, эфир сақтала ма. Ана адам өзінің құлағына сенбей жатыр ғой естіп жатқан жақсы сөздерге. Мына нәрсені тағы да естейінші. Запись жасап алсаңдар, таратыңыздар. Құлағына сенбей жатыр. Мына сөздер дұрыс, өзім естіп жатырмын ба, мен естіп жатырмын ба? Тыңда, бұны нәрсені 10 рет тыңдау керек қой деп сұрап жатқан болуы да мүмкін да. Түсініңіз бе? Бұл 49-ші тапсырма. 50-ші тапсырма. Әлеуметтік желілерде біреудің өмірін бақылауды, уақыт құртып, энергияны босқа шашуды тоқтатыңыз. Өзіңіз жазылған адамдарды бір шолып, мен бұл кісіден соңғы бір аптада қандай пайдалы дүние үйрендім деп сұрақ қойыңыз. Байлығына қызығатын бір-екі адамды, біліміне тәнті болатын бір-екі адамды, еңбекқорлығы мен энергиясынан мотивация алатын бір-екі адамды қалдырсаңыз жетеді. Жаңалықтар қарауды, оқуды, талқылауды тоқтатыңыз. Біздің миымызда жаңалық талқылауға орын жоқ. Оған кеткен уақытты контент жасауға, кітап оқуға, тіпті болмаса медитация, аффирмация, визуализация жасауға жұмсаңыз. Бұл 50-ші тапсырма. 50-ші тапсырма. Енді сол 25-ші беттегі тапсырманы оқыдым, қандай мықты тапсырма екен байқаған шығарсыздар. Енді сол 185-ші бетте Құдай беруші, біз себепшіміз деген тақырып бар. Ұзағырақ тақырып, бірақ оқып берейін. Біреудің мұң-мұқтажын өтеу, басына түскен уақытша қиындықтан құтқарып, жағдайын жеңілдету. Ойланған адамға бұдан асқан бақыт, бұдан асқан ләззат бар ма? Дұрыс па? Қиналып жүр біреу, көмектесесің. Қоғам мейірімге, жан жадыратар жақсылыққа мұқтаж. Дұрыс па? Қоғам жан жадыратар жақсылыққа мұқтаж. Негізінде жақсылықты біз емес, Құдай жасайды екен. Айтпағым, Құдай біз арқылы жасайды. Дұрыс па? Мен айтайын, аузыма Құдай салып отқан сөздер ғой енді бұлардың барлығы. Алла тағала біреулерді себепші қылып қояды екен. Сіз маған неге Алла көмектеспейді, неге өйткесіз деген кезде, Алла біреудің аузы арқылы, біреудің қолы арқылы сізге жақсылық жасатады. Алла тағала біреулерді себепші қылып қояды екен. Мен кітабымнан үзінді бұны кәдімгідей. Неге бір кісілер миллиардер болады да, мыңдаған адамға жұмыс тауып береді, мыңдаған адамға көмектеседі, қайырымдылық жасайды. Құдай оған сондай кең жүрек берген. Кең жүрек ол. Мыңдаған адамды, 100 мыңдаған адам жұмыс бере алатын оның кең жүрегі бар. Жүрегіне 1000 адам, 10 000 адам кіреді. Жүрегі кең адамның қолы да ұзын болады. Сөзі де өтімді болады. Мен жазғам осыны бір 3-4 жыл бұрын жазғам, соның бәрін кітапқа жинақтап түсіргем. Алла тағала байлықты көтере алатын пендесіне береді. Алла тағала байлықты көтере алатын пендесіне береді. Өйткені осы адамға берсем, бұл әділетті түрде жан жағымен бөліседі деп ойлайды екен да. Сондай ниетте береді. Мына миллиард теңге тек сен өзіңе, басқа ешкімге бөліспе, өзің ғана пайдасын көр деп бермейді. Оны байлар не үшін қайырымдылық жасайды? Ол ақшасы болғаннан кейін қайырымдылық жасап отқан жоқ. Ол қайырымдылық жасайтын болғаннан кейін оған ақша келіп тұр. 100 теңгесі болса, 10 теңгесін бөліп бере алатын адам 1000 теңге береді. 1000 теңгесін, 100 теңгесін бөліп бере алатын адамға 10 000 теңге береді. 10 000 теңгесінің 1000 теңгесін бөліп бере алатын адамға 100 000 теңге береді. 100 000 теңгесінің 10 000 теңгесін бөліп беретін адамға миллион береді. Миллион теңгенің 100 000 теңгесін бөліп бере алатын адамға 10 миллион береді. 10 миллион 1 миллион бөліп алатын адамға 100 миллион береді. Миллиард теңгені табу үшін сізге 100 миллионды ойланбай, 100 миллионның энергиясын, 100 миллионның білімін, 100 миллион теңгенің жақсылығын ойланбай жасай алуыңыз керек. Сонда сізге бірінші маған миллиард түсін, потом берем ғой 10% деген болмайды, ондай расчет жоқ. Құдаймен өйтіп есептесіп отыра алмайсың. Сен бір 100 миллионның жақсылығын жаса, сосын Құдайдың мейірімділігін. Оны есе деген мен просто былай қысқартып минимальный айтып отырмын. 1000 есе беріп жіберуім мүмкін. Сондықтан өйткені Алла тағала байлықты көтере алатын пендесіне береді. Құдай беруші, біз себепшіміз деген тақырыпта. Просто ашып жіберіп осыны оқып жатырмын ғой енді. Ал мынаған берсем, өйткені осы адамға берсем, бұл әділетті түрде деген өз байға қояды, сай-сайға қояды деп, ақша миллиард түссе байға беріп апарып бермейді ол. Ол мұқтаж жандарға береді. Ол кімге мұқтаж, соған береді. Кімге жұмыс керек, жұмыс береді. Кімге поддержка керек, поддержка береді. Кімге білім керек, білім береді. Кімге ақша керек, ақша береді. Кімге үй керек, үй береді. Ал мынаған берсем, шық бермес, шығайбай біреуге берсем, бұл шығармайды. Бұл ақшаны ешкіммен бөліскісі келмейді деп
тепе теңдік сақтайды екен. Алла тағаланың заңдылығы солай. Рухани байыған адамдарға қарасаңыздар, олар кәдімгідей айналасында қайырымдылық жасайды, достарына, туысқандарына көмектеседі, барлық жерде ақша таратып жүреді. Бірақ содан ақшасы азайып кедей болып қоймайды. Байқайсыздар ма? Байқайсыздар. Рухани бай адамдар берілген ақшаны мен өзім жеп тауыса алмаймын, көрме арқалап кете алмаймын, бұл ақшаны мен айналама көбірек берейін деген көзқарасты ұстанады. Осылайша Алла біз арқылы адамдарға несібені береді екен. Сондықтан барлық адамдармен қарым-қатынасыңыз жақсы болса, кімнің байланысы жақсы, Құдай соған көбірек береді. Себебі Құдай сізді себепші қылып қояды. Адамдармен отношение дұрыс болу керек та. Сенде Құдайдың беретін несі, источниктер көбейеді да сонда. Бір адаммен айналыссаң, Құдай бір адам арқылы береді да саған. 1000 адаммен айналысса, 1000 адам арқылы береді. Адамның 1000 танысы бар. Мына адамға берсең, ол 1000 адамға құндылық сыйлайды. А мынау ешкіммен араласпайды, бұған берсең, ол ешкімге бермеу мүмкін себебі. Білмейді кімге беретін. Ешкім жоқ қой, дос жоқ, туысқан жоқ, ешкіммен араласпайды. Араласатын адамы жоқ. Араласатыны жоқ адам ақшаны кімге береді? Сондықтан адамдармен араласыңыздар. Менде ақша болсын, сосын жақсылық жасайын деп ойламаңыздар. Мен мына адамдарға бір күн жақсылық жасаймын деп, қазір өзіңіздің қолыңызда бар ресурсты бөліңіздер. Тегін білім беріп жатырмыз ғой мына жақта. Андай әңгімені жұрттар миллион, 10 миллион теңгеге айтады. Миллион теңгеден сатып жатқан мен бір-екі адам айта аламын, мен түсін түстеп түрін бүйтіп көрсетпей қояйын. От души беріп жатырмыз. Біреудің тегін беріп жатқан білімін таратыңыздар. Аямаңыздар. Ақша тарата алмайсыздар, байлық тарата алмайсыздар, кітап тарата алмайсыздар. Хотя бы мен үш сыйлық жасап жатыр екен ғой оразада. Бірінші 30 күндік сабақ, екінші тегін тренинг, үшінші кітапты скидкамен беріп жатырмын. Өзімнің үстіндегі пайдамды беріп жатырмын сіздерге. Сондықтан адамдармен араласыңыздар, жақсылық көбірек жасалсын. Жоғарыдағы энергетика деген тақырыпта айтылған энергияны Құдай әкеліп тұр. Құдай бізге ақшаны бергенде тек бізге бермейді. Ол жерде отбасымыздың несібесі бар, әке-шешеміздің несібесі бар, көршіміздің, достарымыздың, жора жолдас, ағайын туыс, құда жекжат, инстаграмдағы фолловерлерін, тиктоктағы фолловерлерін бәріміздің несібемізді бір адамға береді. Сен тарата сал деп береді да, сен дұрыс таратасың ғой деп. Сол үшін бай адамдардың айналасында туысқан, нұсқан, ағайын туыс топырлап жүреді. Бәрі соның энергетикасына тартылады. Кейбір жандар өз күшіммен байдым, өз күшіммен Forbesқа кірдім, өзімнің күшіммен құндылық жасадым деп сұхбат береді. Өйткені миллиардерлердің Құдайдың ұмытып кететін кездері болады. 1 миллиардер ақшасы бар адамның бірнеше жылда 1 миллиард минусқа кірген көрінді. Қарап отырсаң аянышты көрініс. Сондықтан адам Құдайын ұмытқан кезде орнына қояды. Құдайды ұмытып кетіп, бәрі мен жасадым, мен великий адаммын, үйттім деп басыңа салып қалады да деп сөзін қайтадан орнына. Сондықтан адам Құдайын ұмытқан кезде орнына қояды. Біз кейде өмір әділетсіз деп айтамыз ғой. Жоқ, бұл өмір өте әділетті. Бұл өмірде біздің қаперімізден тыс көп нәрселер шешіліп жатады. Кейбір нәрселерді уақыт өткенде түсініп отыратын кездер болады. Сондықтан көбірек қарым-қатынаста болсаңыздар, жақсылық жасауға көбірек себепші боласыздар. Сізге көбірек ақша келеді, себебі айналасында көбірек жұмыс берсін, көп адамға садақа берсін, көп адамға көбірек көмектесін, көп адамға бөліп берсін деп сізге үлкен ақша келеді. Сізге Алланың назары түседі. Алланың назары сізге түседі. Себебі сіз көп адамға энергия бере аласыз, көп адамға білім тарата аласыз. Күнде хотя бы инстаграмда отырып адамдарға жақсы нәрселерді жібересіз. Сондықтан Алланың назары сізге түседі да, мынаған ақша берсем, ақшамда бөліседі бұл. Қазір тегін білім бөлісіп жатыр, бүгін энергиясын бөлісіп жатыр. Менен тыңдаған білімді алыңыздар да, тура осылай айтасыздар ма, өздерің түсінген стористеріңізде айтыңыздар, пост қылып жазыңыздар, курс қылып сатыңыздар, беріп жатырмын ғой, Құдайға шүкір. Сіз рухани дайын болған кезде үлкен соммада келе бастайды. Осымен нешінші? 4-ші абзац бітті, 5-ші соңғы абзац. Байлардың адамдарды айналасына жинап алып энергия бөлісіп көпшіл болатыны сондықтан. Ешкіммен араласпайтын, өзінің қара басын ойлап жүретін адамдардың байып кетуі сирек кездеседі екен. Көп адамның, халықтың ортасында жүретін адамның анда қой сойып жатса, қой сойысып, мында мал шауып жатса көмектесіп, бірдеңелер таратып, елмен бөлісіп жүретін адамдар бай болады. Олар бай болғаннан кейін солай істейді деп ойламаңыздар. Олар бұрыннан сондай болған, кедей ақшасы болмаған кезде де ниеті сондай болған. Ниеті бай болғанда. Сондықтан Құдай адамдар арқылы жақсылық жасайды. Алла беруші,
Біз, сіз себепшіміз. Осындай тақырыпта қозғағанмен энергия керек па? Вот, пожалуйста. Энергия деген жетеді. Бір аптаға жететін энергия беріп тастадым бір аптаға. Осындай тақырыптан 90-ы бар ғой мынаның ішінде. 90. Жүйеленген дисциплина екенін түсіндірдім. Энергия беретінін түсіндірдім. Ретті тапсырмаларын және 2 тапсырманы айттым, 49 жүйелеуші тапсырманы. Дайын менторлық оқулық қой. Мен миллион теңге, 2 миллион теңгеге менторство жасағандағы материалдарды алып, бәрін бір кітапқа салып жібердім. Жаңа деңгейге шығайын деп. 3 жыл зерттедім мен бұл теманы. 3 жыл зерттеп, 3 жыл 2022-де жаздым, шығардым ғой мына. 2019-да шығу керек еді. Себебі мен 2019-ның жазынан бастап өзгере бастадым. 3 жыл зерттеген тақырыбым ғой мынау. 100 күн 5:00-де тұрып сабақ өттім. 100 күн бойы. 100 күн бойы Түркияда, Анталия қаласында 5:00-де тұрып, Қазақстанда 8 болады, сабақ өттім. 3 жылда 3 рет арықтадым. 90 келеден 70 келеге дейін 3 рет арықтадым. Бірақ қайтадан толып ала беремін, мындай нәпсімді жеңе алмаймын. Арықтаймын, жеңе алмаймын, қайтадан. Сөйтіп 3 рет арықтадым, қазір 5-ші рет, 4-ші рет арықтап отырмын. Қысқасы не болды? 200 клиентпен эксперимент жасадым. 200 адамға топпен жеке менторство жасадым. Олардың нәтижелері қай тапсырма өтеді, қай тапсырма өтпейді, бәрін алып, салып, осындай керемет кітап жасап шықтым. Квант әлемге ұшамыз десеңіздер, сондықтан бұл 7,5 мың теңгелеріңізді 7,5 миллион қылып шығара алатын кітап қой. Осы кітапты аласыз, тегін тренингке барам мен. Не үшін барам? 50 кітабымды алып 50 адам дамимын, өсем деп отырса, неге мен олармен бөліспеске? Неге мен олармен тренинг жасамасқа? Неге оларға өздерінің ақшасын өздеріне қайтарып бермеске? Тренинг арқылы. Сол офис арқылы, офиста дәптеріңіз болады, жазатын қағазыңыз болады, суыңыз болады деген сияқты. Сақталады эфир, сақталады. Сақталады. Қараңыздар, қайталап бөлісіңіздер, айналайында сақталама ешкімге бөліспейсіздер. 10 мың адамды таңертең тұрғызайықшы, ағайындар, маған жасаған жақсылықтарыңыз болсын. Маған жақсылық. Кітап ала алмасаңыз, тренингке келе алмасаңыз, хотя бы 10 мың адамға таңертең жеткізейік, 10 мың адам энергетикасын сезінейікші, достар. 8-ші күн, 22 күні 5 адаммен, 10 адаммен отырмайық. Күннен күнге азайып баратырмыз ғой. 10 мың адам деген түк емес қой, мына 290 адам, әрқайсысы 100 адамнан қосса қанша адам болады мынау? Он мың адам точно болады. 30 адамнан қосса нормально болып қалады екен. Ризасыздар ма бүгінгі сабаққа? Бақыттысыздар ма? Шымкентте 18 сәуір күні қазір билет алып, кітап алыңыз, кітап бұл билет орнына жүреді. Сол кітапты сол жерде қол қойып, фотоға басымызбен тиістіріп, фото атсыз, басым тиістіреді дегенге келмей қалып жүрмеңіздер, ертең күйеулеріңіз, қызға, ағаларыңыз, інілеріңіз ренжіп. Қалжың просто, жақсы көрем деген мағынада ғой. Алматыға келіп алдым дейді. Қай жақтан келіп алдыңыз Алматыға? Ризасыздар ма? Бүгін басқаша энергетика сезіндіңіздер ме? Мен 2 сағат ұйықтадым бүгін. 2 сағат ұйықтап бітіп отыр едім, сіздерге әңгіме айтам деп. Жаңа деңгейге шығып кеттім. Бақыттысыздар ма? Шымкенттен ақша төлеген адамдарды группаға қосамыз. Қай қаладан ақша төлейсіздер, сол группа, мысалы, Астанадан кітап алып ақша төлесіз, Астанадан группа қосып қоямыз. Сосын басқа подругаларны, достарыңыз қоса бересіз. 20-30 адамға жиналғанда уақыт қоямыз, тағы 20-30 адам давить етеміз, сол 50-60 адаммен тренинг пытырлатып өтеміз. Просто 50-60 адам бәріне проработка жасаймыз сол жерде. Дыхательное упражнение, көздеріңіз жұмып, ақшаны елестетіп, сол кезде көп адам болса, 10 адам, 20 адаммен жасасақ, қызық емес болады, 50-60 адам әдемі болады. Сосын парақшада электрокар деген электрокар сатып, айына 500 мың теңгеден 5 миллион теңгеге дейін жасай алатын франшизаны сатып жатырмыз. 1 жылға 1 миллион теңге, 1 жылға береміз. 1 ай оқытамыз, сосын әр ай сайын қолдап отырамыз. Соның бүкіл условиясы парақшада видео салып қойдым, 8 минуттық. Сол 8 минуттық видеоны қарап көріп, франшизаға мүмкіндік пайдаланып қалыңыздар. Айдалада біреу алғанша сіздер алып бірге жұмыс істейік. 1 жыл бойы почти менторыңыз боламын. 1 жыл бойы серіктес боласыз, 1 жыл бойы партнер боламыз. Еще машина сатып, жоғары деңгейде байларға құндылық сыйлап ақша табасыз. Жаңа деңгейге көтерілесіз. Сондай дайын бизнес бар істейтін болсаңыздар.
сосын венчурный фонд деген жасайын деп жатырмыз. 100 миллион теңгеден жоғары ақшасы бар, 1 миллион доллар ақшасы бар адамдар хабарласыңыздар, сіздің ақшаңызды аламыз. Сосын бірнеше проектке салып, мен өзім табам, проект қандай өтетін, өтпейтін проект. Бірге саламыз, ақылдасамыз, сөйтіп ақшаңызды құдай қаласа 10 есе 5 есе шығаратын проекттер табамыз. Квантовый скачок жасаймыз. Өте үлкен суммаларыңыз болса хабарласыңыздар. 1 миллионнан бастап 10 миллионға дейін 3 айға, 10 миллионнан 9 миллионға дейінгі ақшаларды 1 жылға инвестициямен қабылдаймыз. 1 жылға ставка 50%, 10 миллион берсеңіз 1 жылда 15 миллион болады. 1 миллионнан 9 миллионға дейін 3 айға 20%. 1 миллион берсеңіз 1,2 миллион деген сияқты. Осындай мүмкіндіктер бар. 3 түрлі деңгей ғой. Бастапқы деңгей 1 миллионмен 9 миллион, екінші деңгей 10 миллионмен 100 миллион, үшінші деңгей венчурный инвестор деген 100 миллион теңгеден жоғары, 1 миллион теңгеден жоғары. Сатылмай жатқан үйлеріңіз, техникаларыңыз өтпей жатқан, осыны арзандау сатып берсеңіз, өткізіп берсеңіз, бірдеңеге ауыстырып берсеңіз десеңіз, хабарласыңыз. Сондай ақшамен қандай проблема бар, жаза берсеңіздерші. Кредитім бар еді, қалай құтылсам болады деген нәрсе ол осы кітаппен, сабақпен шешіледі. Бірақ менде 1 миллиардтың проекті шықпай тұр, 2 миллиардтың ақшасы келіп тұр, бірақ соны қорқып тұрмын істеуге, батылым жетпей тұр, біреу шешіп бере алмай жатыр, соны шешіп жіберу керек деген нәрселердің бәрі мимен шешіледі. Короче, 1 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін 3 айға инвестиция 20% ставка. 10 миллионнан 90 миллионға дейін 1 жылға 50% ставкамен инвестиция. 100 миллионнан жоғары, 1 миллион доллардан жоғары, 100 миллион теңгеден 1 миллион доллардан жоғары венчурный темаларға кірем десеңіз, 3 жыл 5 жыл арасында үлкен ұзақ мерзімге жұмыс істейміз. Сондай жағдайыңыз болады. Мен не үшін сіздерге бұл нәрселерді айтып отырмын? Ақша болсын, болмасын, мен сіздерде бар деп ойлап жатырмын, энергия жіберіп жатырмын. Жоқ деп ойламаймын, сіздердің бәріңізде бар болады бұл сома. Миларыңызды, құлақтарыңызды үйретіп әдейі айтып жатырмын, құрметті ағайындар. Айта берсең, хотя бы құлағымыз үйренсін. Сосын қолымыз үйренеді, миымыз үйренеді деген сияқты. Ана квантовый скачокты жасайтын кезде үлкен ақшаларды айтып үйренуіміз керек. Қорықпауымыз керек ақшадан. Ақшаны құлша жұмсау керек. Дос болу керек, қорламау керек деген сияқты. Сондай ақшаны күнде әдейі айтып отырмын, құлақтарыңыз үйрене берсін. Мен сенем сіздердің араларыңызда жоқ дегенде 5-10 адам, 20-30 адам да как минимум сондай үлкен ақшалар болады осы 22 күннің ішінде, 30 күннің ішінде. Сондықтан айтып отырмын, жақсы ниетте айтып отырмын. Сіздерден бір пайда көрейін, бірдеңе қылып кетейін деген ой жоқ. Сататын болсам айтамын, сатайын деп жатырмын ағайын. Мен реалити шоуды сатып жатырмын 300 мың теңгеден. 300 мың теңгеден онлайн, Алматыда болсаңыз офлайн қатысуға болады. Ол реально 300 мыңға тұрады, ол миллионға тұратын нәрсе, просто қайырымдылық 50% ба 70% ба скидка жасап 300 мың теңге қылып жатырмын. Қорқақтарға әдейі, осы да жасай алмасаң келесіде жасайсың деп тағы бір мүмкіндік беріп жатырмын. Колбаса цехына атын қалай қоюға болады? Басым істемей тұрсын, айтсам бар ғой, энергиям кетіп қалды да біраз. Баршаңызға Алла разы болсын, дұғада болайық, бір-бірімізге көмектесейік, жақсы күндерде жолайық. Мына сабақта бүкіл Қазақстанға шартарапқа бөлісіп, таңертең 10 мың адам кіретін дәрежеге жеткізейік ағайындар. Білімді қызғанбайық. Ниетіміз ашық болсын, жүрегіміз кең болсын. Сонда ғана байлық та келеді, жақсылық та келеді, өміріміз ұзақ болады. Ниша табамыз ол. Ешкімнің нишасы жоқ, нишасы жоқ адамдар келеді. Нишаңыз болмаса, ниша тауып береміз. Қарызыңыз болса, қарызды жабуға жұмыс істейміз. Курсыңыз сата алмайса, курсыңыз сатасыз. Дисциплина жоқ болса, дисциплинаны реттейміз. Ата-анамен проблема болса, ата-анамен, күйеумен проблема болса, күйеумен, әйелмен проблема болса, әйелмен. Жұмыстағы командан басқа алмай жатсаңыз, оны да үйретеміз. Масштабқа шыға алмай жатсаңыз, оны да үйретеміз. Бір жерде бір обороттан аса алмай потолокқа тіреп қалсаңыз, оны да өтеміз деген сияқты. Бойда материалдық әлем үшін қорқыныш болғанда және әке-шешеге деген балалық шақтан қалған реніш болғанда адамда артық салмаққа бейімділік болады екен дейді. Қорқыныштан болады ғой. Дұрыс. Енді долю правды есть, менің түсінігімше. Бұл не дейді? Бұл жейтін зат. Давайте аман болыңыздар, достар, сабақты бөлісіңіздер. Таңертең 10 мың адам қатысады. Күнде айта беремін, 10 мың адамды түбінде 10 мың адамға жеткізгенше миларыңыз жей беремін. Давайте сау болыңыздар, аман болыңыздар.